Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Так, есілтіп тұр ма? Ақша еленбейтін күйеу жоқ, ақша алмайтын әйел бар. Осы теманы кеше айтып кеше суббота күні осыны екеуміз ешқайда жүргенімізде ит алды, бүгін осы атырау білесің тұрақты тұрақты бермей қарында еңбек көп жалпы мен сізге былай айтамын да сізге удобно естіп қалып әйелдің көп ақша сұрауы. Неге көп даже әйелдің сұрай алмаған кесірінен нәрселер көп еркектердің былай айтқан кезде дауысың естіліп тұр ма? Дауысың естіліп тұр ма? Тұр ма дауысым? Дауысым естіліп тұр ма? Істемей иә дейді. Қараңыздар, не себептен әйелдер көп ақша сұрай алмайды күйеуінен? Неге осы ақша сұрай алмағанның кесірінен күйеуінің табысы өспейді? Қараңыздар. Давайте вернемся в детство. Мы все родом из детства, білесіздер, біз бәріміз кішкентай кезімізден құралғанбыз. Біздің түп санадағы бүкіл установкалардың бәрі біздің кішкентай кезімізде былай айтқан кезде құралған. Енді қараңыздар, не себептен көп әйелдер қазір күйеуінен ақша сұрай алмайды, немесе ақша сұраған кезде кінәлі сезініп ақшасын жарата алмайды. Өйткені кішкентай кезімізде біз бәріміз осы 90 жылдан былай 96-дан бері қарай почти бәріміз дефицитпен өстік қой, дұрыс па? По-любому бізде коснулся дефолт, по-любому коснулся жоқшылық, нан жей алмаған моменттер болды. И осының бәрі біздің түп санамызға жестко әсер етті. Өйткені бізге айтқан кезде, я помню себя, бізді кішкентай кезімізде, мысалы, қазіргі балалар жеп жатқан киндер, сникерс, басқа да тәттілер бәрі біз үшін жаңағыдай не болатын? Арман болатын ғой. 3-4-ке бөледі жаңағыдай, немесе тағы да басқа деген сияқты. Қазір оны спокойно балалар любой магазин сатып ала салады, иә. Соответственно, біздің миымызда бір дефицитный мышление пайда болды да. Соответственно, оның артында қандай нелер бар? Күйеуіне мысалы ақша сұрай алмайды. Мысалы, сол дефицитный мышлениесі бар әйелде қалай болуы мүмкін? Күйеуінен ақша сұрай алмайды. Ақша сұраса жарата алмайды. Өйткені кезінде бір магазиннен бір кәмпит алған, немесе жвачка алған, там лав деген бар ғой, білесің, 5 теңгелік. Сол үшін отчитать еткен папа мамасы: сен ақшаны қайдан жаратып жатсың, не білесің бе, ол 5 теңгеге біз үстіне қосып нан алатын едік қой деген сияқты. Осылай кінәлі сезімнен өсірген ол қызды, немесе ол қызды. Соответственно, ол өскен кезде ол ақшаны жарата алмайды. Вообще жарата алмайды. Жарата алмаған соң еркегі былай айтқан кезде, мысалы 10 000 теңге спокойно жүре бер, спокойно жаңағындай қиналмай тұра бер деген сияқты, осылай жаңағындай ограниченный өмір сүреді да. Ол любой әйел, мысалы, ақша жаратқысы келеді, любой әйел, мысалы, ақша жаңағындай көп жаратқысы келеді, өзінен құртқысы келеді, өзінің комфортына жаратқысы келеді, бірақ жасай алмайды. Оның артында сол кішкентай кезіндегі мне нельзя, мне тяжело, мне запрещено деген сияқты сондай бір установкамен өскен. Соответственно, ол қазіргі біздің өмірімізге бейсаналы түрде әсер етіп отыр. Бейсаналы түрде. То есть ол қалай? Ол автоматты түрде болып жатыр. Бізде былай ғой, біздің ми қалай жұмыс жасайды? Мысалы, сіз 2020-да бір крупный қарызға кіріп кеттіңіз. Мысалы, бір 20-30 миллион дейікші. Сіз бірақ құтылдыңыз. 2025-те құтылдыңыз. Бірақ сол эмоция сіздің әлі денеңізде бар да. Соответственно, сіздің денеңізде ол эмоция болғасын, ми оны денеңіз как будто бұл қарызыңыз әлі жоқ деген, әлі как будто бар сияқты эмоцияны вырабатывать ете береді. Соответственно, сізде кортизол повышенный, депрессия кіріп кете бересіз. Сізде, соответственно, жаңағындай қатты тревожность болады. Өткені сол 2020-да ақшаға қадалдыңыз, 2020 жылы, қазір 26-да. И сөйтіп мы постоянно соны крутить ете береді. Қорқыныш деп. Өткені эмоцияны алып тастамағансы, сол денеде әлі қазық сияқты тұр. Соответственно, ақшаны жарата алмайсыз. Екінші ситуация болуы мүмкін. Неге біз үлкен ақшаны таба алмаймыз? Неге біз үлкен ақша айтқан кезде Гүлмира қарас. Неге біз үлкен ақша таба алмаймыз? Неге біз үлкен ақша жарата алмаймыз? Өткені былай болуы мүмкін да, түп санаға кіретін болсақ, мен бір кісімен жұмыс жасағам.
үлкен ақша табады, мысалы там 2 миллион 3 миллион қолынан суы ағып кетеді, кредиті пайда болады, қарызға кіріп кетеді, машинасы бұзылып қалады, в общем үйінен білмеймін бірдеңе ағып кетеді, үй ана бір потоп болады, обязательно расход болып кетеді ақша тапқан кезде. И ол айтады да постоянно ондай бола береді дейді. түп санатына кіретін болсақ, 5 жаста по-моему ақшасын ұрлаған папасынан. Ақшасын ұрлаған соң папасы бізде қалай Советский Союзды не істеді, тәрбиеледі, қолынан ұрады ғой. Сен ақшаны қазір сен 50 теңге ұрласаң, сен өскен кезде еліңді ұрлайсың деген сияқты, сөйтіп баланы бытшын шығарып ұрып тастайды. То есть метод наказания сондай болады да. И соответственно метод наказания яғни әке ретінде дұрыс жасады, может дұрыс жасаған шығар, бірақ сол үшін дұрыс жасады деп ойлап тұр ғой. Бірақ оның баланың түп санасында ақша тең қауіпті, ақша тең менің өміріме қауіпті еді деп, ақша хоть 30-ға келсе де, сол 5 жастағы таяқ жеген түп санасы әлі тұр да. Соответственно, оның қолында ақша тұрмайды. То есть понимаете да, біздің бүкіл жаңа өмірімізде болып жатқан қазір негативтің бәрі, если былай копать ететін болсақ, бәрі кішкентай кезімізде болып отыр. Даже тіпті кейде әйелдер айтады, қыздар айтады, блин, вроде бәрін оқыдым, бәрі күшті, жаңағы полностью не тупая деген сияқты, бірақ болмайтын бір қыз жігітке кездестім дейді да. Не үшін кездесті? Өйткені ол просто кездескен жоқ. Понимаете да? Подобное притягивает подобное. Жақсы еркекке жақсы әйел, жақсы әйелге жақсы еркек. Если сіздің өміріңізде бір дұрыс емес адам кездесіп жатса, и ол постоянно қайталана беретін болса, значит, что-то вы где-то допустили. То есть это не связано, может быть, с отцом, может быть, с матерью. Мен өте көп қыздармен жұмыс жасағам, соның түп санасында даже қыздың самооценкасын түсіріп тастау үшін обязательно бір воздействие керек емес какой-то. Бір чужой еркек қыздың санынан ұстаған кезде, все, бітті да. Уже все, ол қыз өзінің самооценкасын сол моментте түсіріп алады. Сол моментте түсіріп алған соң, все, в общем, пиши пропало. Бір минутқа жауап берейін қазір. Ең қызық жеріне келдім. И соответственно, ол қыз түсінбейді. Мен қызылға бітірдім, мен алтынға бітірдім, мен чуть ли там Гарвардқа оқыдым, бірақ почему-то менде именно жігіттермен не везет деп. А оны ол адамның миы, что вы понимали, да, сол моменте шок болған соң, ол істемейді. Ми сізді до конца қорғағысы келеді. Ол эмоцияны есіне түсіргісі келмейді. Сол себептен ол көп қыздар, которые кішкентай кезінде жаңағыдай насилие көрген, домогательство көрген, олар милар оны алдайды. Болып қалған, қоя сал, есіңе түсірмей ақ қой деп, немесе вообще стереотип жүреді. Бірақ ол түп санада флешка сияқты миында ол тұрды. Соответственно, ол қыздар өскен соң обязательно бір сондай, именно сол жаңағындай отрицательный герой сияқты бір еркекті кездестіреді, который ұратын, соғатын, қол көтеретін, ақша бермейтін, обесценить ететін, жылдап бала туғыза беретін, құл сияқты ұстайтын. Соответственно, сондай постоянно бір еркектерді кездестіре береді. Менің практикамда бір әйел келді. Бір рет тұрмысқа шықтым, ажырасып кеттім дейді. 2 рет тұрмысқа шықтым, ажырасып кеттім. 3-ші рет бәріне бірдей однотипный еркектер кездестіре беремін дейді да. Потому что оның түп санасында сол еркектерге деген айтқан кезде бір сондай бір картинасы бар. Кейде ол ладно болмай ақ қойсын, психотравма. Кейде әкесінен қара өсет қыз. То есть әкесі қандай отношение жасады мамасына? Мысалы бізде обычно қандай отношение жасайды? Ұрады, соғады, обесценить етеді, жаңағы ішкен тамағын стенаға лақтырады, ішіп келеді, измена жасайды. Сондай картинаны көрген қыз өскен кезде автоматически дәл сондай еркекті абьюзер, тиран, нарцисс, тағы психологический ақауы бар, алкоголик, игроман, тағы да даже какие-то пагубные привычки, дәл сондай еркекті кездестіреді. Потому что папасы показал, как не надо делать. Понимаете, да? Соответственно, сіздер қазіргі өмірлеріңізде бақытты, күшті, жақсы өмір сүріп жатсаңыздар, ақша туралы айтып жатқан жоқпын. Просто как әйел ретінде бақытты өмір сүріп, значит, сіздің миыңызда бір нормальный бір папаңыз не болды, поведение көрсетті. Мен келіспеймін деді. Келіспесеңіз келіспей ақ қойыңыз. Айтып жатырмын ғой, екі-үш вариант бар деп. Папасы мықты, күшті болуы мүмкін, бірақ кішкентай кезінде тағы да басқа ситуация болуы мүмкін. Папасынан тыс. Соответственно, әкем ішкен емес деді. Енді қараңыз, не себептен еркек нормально болып жүреді да, үйленген соң ішіп кетеді. Қызық па осы тема? Қызық болса лайк басыңыздар,
подарок жіберіңіздер. Мен осыны айтамын. Неге нормальный еркек болып жүреді да, мысалы үйленесің нормальный, и вдруг үйленген соң ішіп кетеді. Ішіп әлі до конца ішіп жүргендер бар. 90 жылдан бері әлі ішіп жүргендер бар. Әлі өз-өзіне келе алмағандар. Если қызық болса, лайк басыңыздар, подарок жіберіңіздер. Мен осы теманы айтып кетемін. Бұл жерде енді әйелдерге кішкене жақпауы мүмкін, но бұл шындық болады. Келіспеймін деп отыр ғой, мен әкем красавчик дейді. Неге менің күйеуім ішеді дейді. Кеттік па? Лайк басыңыздар, поддержка беріңіздер. Біз қазір осы теманы айтамыз. Дауысым естіліп тұр ма? Дауысым естіліп тұрса айтыңыз. Дауысым естіліп тұр ма? Я дейді. Хорошо. Қараңыздар. Мужик нормальный, да? Мужик нормальный. Вдруг үйленген соң бір арада бір сәл қиыншылықтар болады, там енді жай дейді. Арада бір жай қиыншылықтар болады, сонымен алады да резко өзгеріп кетеді. Ішіп кетеді, түшіп кетеді, жаңа измена етіп кетеді деген сияқты ше. Неге олай болады? Өйткені қараңыздар. Еркек резко өзгеріп кетеді. Не себептен? Өйткені ол жауапкершілікті алған жоқ қой до этого. То есть ол бұрын өзінің қара басына жауап беріп жүрді, по пятница ішіп жүрді. Технично пивасын ішіп жүрді. Оны ешкім білмейді, папасы да білмейді, мамасы да білмейді. Қызына да өтірік алдайды, там мен ішпеймін, просто арасында деп 100 грамм деп айта салады. На самом деле ол да бір привычка қалыптасып кеткен да, ішеді. Соответственно, ол үйленеді. Үйленген соң ешкімге оңай болған жоқ. Мысалы, сразу квартираға төлейсің, жаңағыдай ипотека, кредит бар, анау бар, әйелінің расходтары бар, балалар расходы бар. Ол еркекте бір ғана решение да, денесі қатық болған. Дене қатық болған. Оны расслабить ете алмайды. Ішкен кезде ғана ол денесі босайды. Денесі босайды да, мида ғана шум, жаңағы ананы төлеу керек, мынаны төлеу керек деп. Ол просто бұл айтқан кезде мысалы, бір су да, жаңағыдай опьянительный. Ішеді да, денесі босайды да, и все кайфует, короче. Не себептен олай болды? Өйткені оның денесі напряженный. То есть, жаңа айтып жатыр ғой, мен папам красавчик болды, вдруг ішіп кетті деп ше. Бірақ сіз папаңыз красавчик болуы мүмкін, но если красавчик болса, сізде дәл сондай еркек тарту керек еді. Значит, сіз өзіңіз папаңызды осуждать еткенсіз іштей. Может, папаңыз мамаңызды ұрған, соққан, жаңа ішіп алып, жаңағыдай бір концерт жасаған, по-любому бірдеңе болған. Мен сіздерге қазір қатты айтуым мүмкін, адамның психикасы әртүрлі қабылдайды. Біреуге ей десең, ол жүрегіне ұстап қалып, ренжіп қалады. Біреуге ей десең, кетші деп қабылдайды да. Соответственно, именно қызда егер отношения еркегімен дұрыс болмаса, соответственно, оның папасында дұрыс поведение көрсетпеген. Сіздің көзінше ол күшті әке болуы мүмкін да. Ол күшті күйеу бола алды ма? Оны мамаңыз ғана біледі да. Ол мамаңыздың денсаулығымен білуі болады да. Ол күшті күйеу болды ма? Сіз үшін күшті папа болған шығар. Красавчик папа болған шығар. Жаңағыдай алып беретін, жаңағыдай киндер алып беретін, мойынға асылатын, бірақ сіздің мамаңызға жақсы күйеу бола алды ма? Вот от этого надо исходить да. Көбісі айтады, мен папам красавчик болды, мен папам мындай болды деп. Хорошо, тогда не үшін тогда ондай абьюзер, тиран керек емес, өзіңіздің миыңызға келіспейтін бір еркекті тарттыңыз. Вопрос, значит, сізді өзіңізде болып тұр ғой. Мен сіздерге тағы да айтамын, подобное притягивает подобное. Егер сізге ол еркек ұнамаса, сіз сразу ажырасып кетуші едіңіз. Сразу үйленіп, бір концерт көрген кезде давай деп кетіп қалушы едіңіз. Если сіз на протяжении десятилетия бірге тұрып атсаңыз, но при этом терпите его унижение, физические расправы, там, голод, ақша бермейді ғой ол. Значит, вам нравится. Знаете, почему вам нравится? Кішкентай кезінде ол қыз, жаңағы, мысалы, қыз алайық, қазіргі жасы 30-да, күйеуі жаңағыдай, наоборот та, наоборот. Ол қыз кішкентай кезінде үлкен айқай-шуды постоянно көрген. Папасы мен мамасы постоянно ұрсады, эмоциональный качели, төбелес, қырылыс, анау кім, мынау кім, неге сен бүйттің, мамасы, папа сіздің көз алдыңызда мен сенің болды, өлем деп жаңағындай тамырын кешіп жіберген, сондай бір сильный бір стресс көрдіңіз да. Соответственно,
сіз көргенсіз соны, сіздің күйеуіңіз красавчик болуы мүмкін, действительно красавчик болуы мүмкін, бірақ сіздің миыңызға, сіздің денеңізге бірдеңе жетіспейді. Сізге тыныштық, жаңағы осылай тыныш болып тұрады ғой, что-то не хватает, короче. Вроде күйеуің красавчик, изменять етпейді, ақша табады, бәрін жасайды, бірақ что-то не хватает. И все, жұмыстан кешіп келеді, а оның обязательно бір ассистенті қыз бар. Все, ты начинал мне изменять с этим, изменял деп шығасыз да. И хаевая шу, төбелес, драка. И сіздің миыңызға дың, эта картина же была в детстве, это же я проживала раньше, это нормально деп, сіздің миыңызға айқай шудан кейін, сіздің миыңызға, түп санаңызға нормально болып көрінеді. Сол төбелес. Өткені сіз сами соны көрдіңіз, и өзінің өміріңізде соны көрсетіп жатсыз да. Сіздің миыңыз соны қабылдап тұр. Понимаете, да? Сол себептен, если қазіргі өміріңізде как факт болмаса, то есть как факт сондай ситуация болып жатса, значит вы это притянули. То есть тағдыр, Құдай солай жасатып қойды, ине тығып кетті, дұрыс емес жаңағындай бір, не знаю, бір адам қарап қалды, менің жаңағындай фотомды барып могилаға тығып қойды деген әңгіме болмайды мына жерде. Здесь конкретно по травме айтып жатырмын. Барлық нәрсе бірдей емес дейді. Енді сіз үшін барлық нәрсе бірдей емес. Мен сізге, получается, конкретно айтып жатырмын. Менің айтып жатқан факттар, аргументтер кәдімгі психотравманы айтып жатырмын. Мен өзім көп әйелдермен жұмыс жасаймын. Келісу, келіспеу, это сіздің жеке ойыңыз. Енді не істейміз дейді. Бұл жерде былай ғой, не істегенде емес. Мысалы қараңыздар, как работает психотравма, да? И как теперь направлять наших дочерей? Хороший вопрос. Хорошо, қазір я напишу. Қараңыздар, ит қашан үреді? Ит қашан үреді? Мына ит, мына адам. Мына адам үрей болса, қорқыныш болса, ит үреді, тістеп алады. Если адамда қорқыныш болмаса, ит тиіспейді, өтіп кетеді тупо. Соответственно, мынаны алайық, әйелді алайық. Кішкентай 7 жастағы әйелді алайық. Қазір 30-ға толған, тұрмыста мынаны абьюзер еркекті алайық. Сіздер сездіңіздер ғой, тұрмысқа шықпай тұрып, что он не такой, сөзіне тұрмайды, былай многообещающий, какой-то не такой. Әйел адам сезеді, оны сездіңіз, бірақ все равно тұрмысқа шықтыңыз да. И вы друг друга притянули. Ол как притянул, и вы друг друга как ит сияқты жаңағыдай, іште есі болмағанда өтіп кететіңіздер. Вы друг друга притянули. Если сіздер қазір сондай еркекпен 10-20 жыл араларында 5-6 баламен бірге тұрып жатсаңдар ма, вы точно притянули. Обычно мынандай развод, мына ұнамайды, мына әйелге ұнамайды, мына еркек жаңағыдай керісінше болатса, но если екеуі болып жатса, мына әйел кетіп қалады, давай деп өміріне кетіп қалады, мынау дальше кете береді. Екінші, үшінші әйелге тұрмысқа үйленіп ше. А если вы как факт притянули, значит сіздің ішіңізде де сондай бірдеңе болып тұр. Понимаете, да? Вот так вот работает наша психотравма. То есть сіздер можете отрицать, но это происходит бессознательно. Бейсаналы түрде болады. Бейсаналы түр деген ол автоматты түрде болады да. Сіз оны контрольде ұстай алмайсыз. Теперь қалай ұнап жатыр ма дәріс? Лайк басыңыздар, кері байланыс беріңіздер, кішкене живой болсаңыздаршы, өйткені мен сіздерді жіберген сайын мен қуанып отырамын да, значит вам тема жарасып жатыр, ұнап жатыр деген сияқты. И как теперь направлять наших дочерей дейді. Если ваши дочки, допустим, вашим дочерям 18-20 лет, уже их направлять поздно. Почему? Потому что ол кішкентай 7 жасында уже алатын бәрін алып алды да. Если сіздің қызыңызда уже байқалайсыз ғой, 18-20 жаста уже жігітпен кездесе бастайды. Мен сізге также бір осы жерде айтып кетейін, тонкий моментті. Обычно папасының мойнына асыл алатын, папасын жақсы көретін, папасын жаңағыдай құрметтейтін, папасының арасында жаңағыдай не жоқ та, барьер жоқ, граница жоқ. Сондай қыздар сразу нормальный жігітке кездесіп тұрмысқа шығып кетеді. А вот папасы холодный, строгий, жесткий, ойбай, қорқып кеттім.
короче, папасына строгий жесткий болатын болса, бұл жерде наоборот, короче, абьюзер еркек кездеседі, дәл сондай абьюзер еркек кездеседі. Понимаете, да? Өйткені о бастан ол папасы дұрыс емес, холодный болды. Соответственно, папасы холодный болған соң, ол дәл керісінше жаңағы алдап кететін, қолданып кететін, өтірік алдайтын, жаңағыдай айтады ғой, су сияқты сондай бір жігітті кездестіреді. И ол жігіт алдайды, мысалы, дайсын берем, не берем, гүл берем деп. И одан кейін жігіт қолданып кетеді ол қызды. Дұрыс па? Қолданып кетеді, жаңағы өтірік гүлін беріп, 101 гүлін беріп. Қолданып кеткен соң, ол қызда вариант жоқ. Ол қызда вариант жоқ уже нормальный жігітке тұрмысқа шығуға. И подсознательно папасы сияқты жаңағындай абьюзер, тиран болса болды деп екеуі қоса салады да. Понимаете, да, как работает наше этот подсознательно? Осылай жұмыс жасайды. То есть біз сондай тартамыз еркекті. Енді қараңыздар, андай қыздар бар ғой, которые все равно пофиг. Пофиг оған. Кім оның самооценкасы ол ұшып кеткен жоғары қарай. Ол кім не ойласа да бәрібір. Соответственно, ондай қыздарды обязательно жақсы жігіттер кездестіреді да. Өйткені кішкентай кезінде әкесі дұрыс не істеп тастаған, жаңағы көтеріп тастаған оның самооценкасын. То есть ол қызға iPhone арман емес, ол қызға машина арман емес, ол қызға квартирасы арман емес. Оның всегда ақшасы бар, оның всегда жаңағы мүмкіндігі бар. И ол, соответственно, андай iPhone берем, Dyson берем деген жігіттерді жақындатпайды. Потому что ол самооценкасы папасы көтеріп тастаған да. И папасы сияқты жігітті кездестіреді. Примерно. И ол уже бір рет кездесті, екеуі үйленді, олар бақытты өмір сүреді да. То есть енді қарасаңыздар, реалия да. Қанша қыздар бар, которые күшті Дубайда жүрген, жаңағы семья да, қыздарымен, жаңағы өзінің семьясымен. Қанша қыздар бар мысалы, которые вроде қызылға бітірді, алтынға бітірді, жаңағындай бәрін жасады, бірақ дұрыс емес еркекті кездестірді да. Сол түп санасына кіретін болса, жаңағыдай картиналар болып тұр. Түсінесіздер ме? Оны сіздерге жеңіл сөзбен түсіндіріп жатырмын, бірақ научный сөйлейтін болсам, қазір А, Б деп отырамыз бірімізге қарап. Әкесіз өскен қыздар дейді. Енді қараңыздар, әкесіз өскен қыздар қандай? Олар байқасаңыздар, первый трудность, первый коучсың ба? Жоқ, мен коуч емеспін. Коуч деген ол вообще профессия емес қой. Менде дипломым бар, мен адамдармен жұмыс жасаймын. Қараңыз, как вам называется? Әкесіз өскен қыздар. Қызық па? Давайте осы теманы қозғайық. Әкесіз қыздарда жалпы қандай проблема болуы мүмкін? Әкесіз өскен қыздарда. Қазір түсіндіріп беремін бәрін. Қараңыздар. Рахмет, Даке. Қараңыздар, кішкентай кезінде әкесінің қамқорын көрмеген қызда қандай проблема болуы мүмкін да? Благо, если ол сол отбасыда үлкен ағасы бар да, енді по-любому әкесінің орнын баспайды ғой, бірақ ағасы ретінде қамқоры береді, жаңағындай қыз енді сезіммен өмір сүрсін, қыз жаңағы сұраған заттарын алып береді, қыздардың жаңағындай қорғап жүреді, жаңағы әкесінің орнын басады деген сияқты ше. Бірақ әкесіз өскен қыздарда көбінесе, который әкесін ақтай алмаған, то есть әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Папасы кетіп қалуы мүмкін, қайтыс болып кетуі мүмкін, біреу нанға шығып жоқ болып кетуі мүмкін өмірінен ше, жауапкершіліктен қашып. Возможно, тағы да бір ситуациялар болуы мүмкін. Мен білмеймін, әртүрлі ситуация болуы мүмкін өмірде ше. Бірақ сол если папасы дұрыс емес картина поведениені көрсете алмаса, ол қыз сол жылулықты іздеп жүреді. То есть папасының жылулығын көре алмаған қыз, ол всегда басқа бір жігіттерден сол жылулықты іздеп жүреді. И, соответственно, басқа бір жылулықты іздеп жүрген соң, жаңағы Дайсындарға Дайсын беретін, 101 гүл беретін, редка алып берген, жаңағындай гүлді редка алып берген жігіттерге жаңағы не істейді да, кездестіреді. Артында жаңағындай гүл, бірақ құлағы дайын тұрған жігіттер кездеседі да. Сөйтіп, оның өмірін бытшын шығарып жіберуі мүмкін. Керісінше, әкесін ақтап алған қыз, ладно, кетіп қалсын өмірден, может, мамасымен бірдеңе болып қалды, может, что-то случилось. Әкесін ақтап алған қыз, ода вероятно, что нормальный жігітті кездесетін нормально да. То есть, айтып отырмын ғой, өмір болған соң әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Но мына жерде вопрос, әкесін ақтап алды ма, жоқ па? Вот сол ғана да.
әкесін ақтап алса, то есть әкесін ақтап алса ол қыз, ладно, өмірден кетіп қалды, ладно, папасын тастап кетті, мамасын тастап кетті, тағы да бір ситуация болды. Сол кезде ол қызда проблема болмайды. А, Әйел всегда мен қараңыз, вот у нее есть чувство вины. Әйел всегда кінәлі. Значит, өзін кінәлі санайды, поэтому она пишет: әйел всегда кінәлі деп. Я вам по факту говорю. Қосшы болам, қосшы жоқ, мен разбор жасамаймын, ренжімеңіздер. Мен тек қана дәріс өткіземін. Мен әкесі өскенмін, но жігітім жылулық іздемегем дейді. Енді не істесек керек қызымызға дейді. Қызыңызда если сондай картина көретін болса, сізді жаңағы мамасы жазып жатыр ғой мынаны, сіздің қызыңыз соны көрген болса, сізді ұрған, соққан, сізді жаңағы по асфальту катать етіп жүрген сіздің күйеуіңіз, қызыңызбен жұмыс жасау керек. Қызыңызға түп санасына кіріп, әкесін ақтатып алу керек. Сол кезде ол ладно, кішкентай кезінде көрді, ұрыс төбелесті, бірақ ол өзінің өміріне сол психотравмамен бармайды да. Сондай еркек кездестірмеуге аз болады шанс. Поэтому болған іс болды, бірақ қызыңызбен жұмыс жасау керек. Менде ондай болды. Маған бір әйел келді, күйеуім измена жасады деді. Менің қыздарым 18 жаста дейді. Сонымен жұмыс жасаңызшы деді. Енді қызбен жұмыс жасап отырмын, өкпесіне, әкесіне деген өкпесі қара қазандай да. Мен кешірмеймін дейді, болды дейді. Мен айтамын да: ертең кешірмесең, ертең өзіңнің өміріңде проблема болуы мүмкін, потом маған жазарсың деп. Жоқ, аға, кешіріңіз, мен әкемді қабылдамаймын, потому что әкем мамамды ренжітті дейді да. То есть понимаете, да, все равно дети смотрят взглядом мамы. Сіз бақытты болсаңыз, сіздің қызыңыз бақытты болады. Сіз күшті болып жүрсеңіз, сіздің қыздарыңыз күшті болып жүреді. Сіз қиналып бақытсыз болып жүрсеңіз, соответственно, қызыңызда сондай проблема болды. Қызым 21-де, жігіт абьюзер, одан кетпейді, не істеуге болады? Енді қараңыздар, мына сұраққа жауап берейін. Қызым 21 жаста, жігіті абьюзер, одан кетпейді. Неге дейді? Жаңа айттым ғой, оған сол эмоция ұнайды. Ол қызыңызға адамның денесіне сол эмоция ұнайды. Мысалы қараңыз, мені мысалы мына иығымнан ұрады, иә? Иығымнан ұрады, жылдар болып ұрады. Жылдай болып ұрғасын, мен басында ауырады, маған неприятно болады, бірақ мен денем үйреніп кетеді осы неге, эмоцияға. Соответственно, мен уже өзім іздеп жүремін, мені ұршы деп иығыма. Сол секілді сіздің қызыңыз, мысалы, абьюзер жігітіңіз басында өмірін бытшын шығарып жіберді да, и может ей понравилось вот это чувство, хотя может быть абсурд, қалай негативный эмоция, ұрған соққаны, қысқаны ұнайды деп. Сол қызға эмоция ұнағасын ол сөйтіп жүреді. Она может 1000 раз разозлиться, бірақ қайтадан қосыла береді, потому что оның денесінде сол эмоция бар. Ана осы жерде қазір бір келіп тұр да, көп айтады ғой психологтар отбасын ажыратып жібереді деп. Вот именно ажыратпайды ғой. Міне осындай қыздар жазады, мен 21 жаста, абьюзер одан кетпейді дейді. Сол өзінің түп санасына кіріп, сол эмоцияны алып тастаған кезде, ол қыз айтады: все, стоп, осыдан кейін қол көтерсең, мен қазір полицияға барамын, тағы да көтерсең, короче, мен сенің артынан қазір заявление жазамын да ажырасамын деп. Осы ситуациядан кейін болады, потому что ол өзінің құндылығын түсінеді да, кім екенін. Менде бір қыз болды маған. Қыз келді, гражданский бракта тұрып жатыр. Гражданский брак деген неофициально. 2 жыл болып, жаңағы өзінің жігітінің изменасын бәрі шыдап жүр. Түп санасына кіріп, терапия жасап алып тастаған деймін ана сезімді. То есть ол кәрін шығарды да, папасы ренжішін шығарды. Сол күні заттарын алып кетіп қалған ғой. Көбі айтады: мен білмеймін, өзімен өзі көріп заттарымды алып кетіп қалдым дейді. Потому что ол өзінің құндылығын түсінді да, ценностін. Соответственно, ол оған қызыңызбен жұмыс жасау керек. Сол кезде ол, возможно, өзінің ценностін түсінеді. И осы жерде көп не болады да, көп резонанс болады. На самом деле, біз психотравманы алып тастаймыз. Сол психотравманы алып тастаған соң уже қыз өзінің құндылығын түсінеді. Айтады: да все, мне хватит вот этот эмоциональный качели, ұрғаның жетеді, осы күнге дейін қанша рет көгерттің, өлтіре жаздадың, жетеді, мен кетемін. Сондай шешім қабылдауы мүмкін да. А ол түп санаға кіріп ауыстырғанда болады. Ондай семьяны көргем дейді. Небір солидный жігіттер отказ жасап едім дейді. Қараңыз, енді қараңыз. Қыз кішкентай кезінде, ә, мен реально травма туралы айтып отырмын. Мен не буду басқа зат айтып. Кішкентай кезінде мысалы қыздың санын бір бөтен адам санын ұстады. Допустим, там двоюродной брат, апа әженің жаңағы таныстары бір озабоченный, бір далбан біреу сіздің саныңызды ұстады. Например, да. Сіздің санынан ұстаған соң ол қызда қандай шок болады? Денесі қатып қалады, шок болады. Шок болады.
денесі қатып қалсын, шок болғасын, ол өзін айнаға қарап кір санайды өзін. Я плохая, негативное самоопределение, я плохая, мен жаманмын. Маған дұрыс жігіт оны кездеспейді, өйткені мен жаманмын. А мен жаман деген адам жақсы жігіт кездеседі. Мен жаман деген адамға жақсы адам кездесе ма? Кездеспейді. Жаңа итпен жаңағы не сияқты ғой, ит сезіп тұр ғой жаңағындай қорыққанын, сол үреді. Сол сияқты жаман еркек кездеседі да, түсінесіздер ме? Жаңа айтып жатыр мына кісі Гүлзипа, небір солидный жігіттерді кездестім, отказ жасадым деп. Өйткені өйткені ол өзін лайықты санамайды солидный жігіттерге. Қазір көп қыздар өзінің локтарын тістеп жатыр, өйткені бұрын артынан жүгірген жігіттер қазір депутат болып кеткен, кәсіпкер болып кеткен, күшті машинада дейді, көп ақша тауады, бірақ кезінде жоқ деген да. Почему? Потому что это произошло бессознательно. Өзіңіз жемеңіз, Гүлзипа, потому что это произошло автоматически. Сіз өзіңіз сол кезде жек көріп кеттіңіз, содан бастап сіз сол өзіңіздің самооценкаңызға лайықты бір долбарикті кездестірдіңіз. Болды. Понимаете, да? Так, неге солай дейді. Вроде түсіндіріп жатырмын ғой, неге солай екенін. Или тағы түсіндірейін ба? Аллаға шүкір дейді. Ақшамызды алып жүрміз. Жүрміз өзі ақ береді сұрамастан дейді. То есть это все ваши травмы с детства, которые вы получили когда-то. И, соответственно, ол қазіргі травмаңыз сіздің өміріңізге прям жестко әсер етіп отыр. Прям жестко. Карл Юнг айтқан, пока вы свое бессознательное не превратите в сознательное, все, что вокруг вас, вы будете считать судьбой дейді. Қазақша айтайын. Пока сен өзіңнің ішкі әлеміңді түсінбесең, сырттағы заттардың бәрі сіз үшін тағдыр. Құдай солай көрсетіп жатыр. Кішкентай кезінде мамам ничего 5-6 бала туды, өлген жоқ, бірақ онкологиямен жүр әлі деп өзіңіз санайсыз, ақтап аласыз. На самом деле мамаңның өмірі бөлек, сенің өмірің бөлек. Бірақ өкінішке орай, біз сол кішкентай кезімізде керек емес травмалардың бәрін алып, қазір примерно плюс-минус көп осы қазір 250 адам бар ма? Көп әйелдер, которые не сложилось отношение с мужчинами, проживает жизнь своей матери. Өздеріңе сұрақ қойыңыздаршы, мен мамам сияқты өмір сүріп жатқан жоқпын ба деп. Сіздердің туып санаңыз ответ береді. Так же страдали, так же глаза закрывали, так же были удобны, так же көзіңіз көгеріп, мейкап тағып алып жүрдіңіздер. Так работает, понимаете? Сіздің денеңізге солай сіңіп қалған ол. Мысалы, вот я вам пример приведу, вы поймете. Цирктағы піл. Слоненок, он где-то, не знаю, 100 килограмм болып туылады ғой кішкентай. Оны алады да колышкаға бивать етіп қояды. Ол слоненок былай бүйтеді, түнмен, күнмен былай қашқысы келеді, қаша алмайды. Уже миында ол уже беріледі да, все, мен кете алмаймын, болды деп. Уақыт арада өтеді, жаңағы 100 килограммдық слоненок 5 тонналық слон болады, 5 тонналық. Почти 100 есе үлкен. Соответственно, бірақ ол кішкентай кезінде біледі ғой анақтан шыға алмайтынын. 5 тонна болса да, оның түп санасында сол программа бар да, и ол колышканы басып бүйтіп жүрсе жұлып алады ғой, жердің бір ағашпен бірге жұлып кетеді ғой. Бірақ жасамайды, өйткені қорқады ол колышкадан. Дәл сол сияқты сіздерде қазір сол травма жұмыс жасайды, түсінесіздер ме? Ойымды жеткіздім ба? Кім түсінбеді, айтыңыздар, түсінбеді, түсінікті деп. Түсінсеңіздер, лайк басыңыздар, подарок жіберіңіздер. Мен примерно буду понимать, что это вы правильно меня поняли. Көп адамдардың эгосына тиіп кетуі мүмкін, мына жас бала не айтып жатыр деген сияқты ше. Бірақ поверьте мне, мен основном әйелдермен жұмыс жасаймын, түп санамен жұмыс жасаймын, бессознательныймен жұмыс жасаймын. Соответственно, менің айтып жатқан сөздерінің бәрі, енді мен атын айта алмаймын клиенттерімнің, ол бәрі жаңағындай засекречено, бірақ бәрі сол практикамен бекітілген.
бәрі практикамен бекітілген. Жаңағы санмен ұстау деп жатырсыз, кішкентай кезде насилие көрген, әкесінің жылулығын көре алмаған, осының бәрі мен айтып жатқанның бәрі, ол менің жай сөзім емес, екі кітап оқып алған сөзім емес, ол кітапта ондай жоқ та ғой информация. Ол менің өзімнің болмысымнан, өзімнің жеке тәжірибемнен күніне 2, 3, 4, 5, кейде 10 адаммен терапия жасап, содан бекітілген бір вывод жасаған, понимаете, да? Бұл кәдімгі клинический терапия десек болады негізі. Понимаете? Сол себептен менің айтып жатқандарым сіздерді примерно жүректеріңге дың етіп тиіп жатқан шығар. Возможно, кто-то өзінің кішкентай кезінде сразу есіне түсіп кетті. Может, біреу травмасын есіне түсіп кетті. Мә, реально ғой деген сияқты. Осылай жұмыс жасайды. Бейсаналы солай жұмыс жасайды. То есть сіздің кішкентай кезіңіздегі травмаларыңыз сіздің өміріңізге қазір жестоко әсер етіп отыр ғой, прям жестоко әсер етіп отыр. Ақшадан байланысты сіздің денсаулығыңызға дейін ғой. Осының бәрі сіздің кішкентай кезіңіздегі керек емес түп санада қалып кеткен установкалар. Понимаете, да? Сол үшін регрессолог керек. Мен регрессологпын. Мен прям психолог емеспін. 100 жыл, там 10 жыл там емдейтін сіздерді. Ақша сорап, ал кел дейтін. Мен регрессологпын. Регрессолог деген қандай адам? Регрессолог деген сіздің түп санаңызға арнайы техникамен кіреді. Әкеңізге, анаңызға, басқа бір адамдарға кішкентай кезінде сол травманы тауып аламын. Тамырын тауып аламын. Сол тамырын алып тастаймын. Тамырын алып тастаған соң сіздің жоғары қайтадан өскен кезде жаңағы 100 килограммдық слоненок пен 5 тонналық слон сияқты сол жоғары өскен кезде сол жерде күтуіңіз пайда болады да, сіз ана жаңағыдай құлышканы жұлып аласыз. Сондай бір күш пайда болады сізде. Соответственно, сіз өзіңізді осознавать етесіз. Маған бір кісі келді. Бүгін бір кісі келді. Запрос қандай еді? Запросы, то есть өзін выступать етуден қорқамын дейді. Білмеймін дейді, қорқамын выступать етуге дейді. Түп санасына кіретін болсақ, папасы енді СССР кезінде қадалған ақшаға, үлкен ақша қадалған. Енді СССР кезде жесткий болған ғой бәрі. Үйін бәрін сатып, ақшасын қойған өкіметке. Сол кезде өсиет келіп қалдырып кеткен ғой, кәсіпті бастамаңдар, короче. Кәсіпті бастасаңдар, ертең қадаласыңдар деген. Соответственно, ол сондай миына қалай қабылданады ол? Кәсіп үлкен ақша тегін қауіпті. Соответственно, жасы 50-ге келсе де 300 мың теңгемен менеджер болып жұмыс жасап жүр. Хотя потенциалы бешеный, да, 5-6 миллион таба алатын адам да, бірақ қорқады. Өйткені кішкентай кезінде папасы өсиет қылып миына құйып кеткен. Хотя ол папам, если былай логично көріп, папаңның косягі, папаңның білімсіздігі, финансовый неграмотасы, сен при чем тут мысалы? Бірақ солай кішкентай кезде құйған кезде, жаңағы кішкентай слоненок сияқты сіздің миыңызға құйған кезде, солай жаңағындай не істеп кетеді, өзгеріп кетеді. Сол себептен, пока вы не превратите бессознательное в сознательное, все, что вокруг вас, будете считать судьбою. Это так. Енді қараңыздар, кім менімен жұмыс жасағысы келеді? Маған көп адам керек емес, максимум 3 адам. Кім жұмыс жасағысы келеді, жеке жұмыс жасап, түп санасындағы полный проблема бәрін шешіп, ақшаға болсын, денсаулыққа болсын, күйеуіңізге болсын, реттесек болады. Егер кімде желание болса, астына ақылы түрде болады, сразу плюс қалдырып кетіңіздер, мен білейін примерно қанша адам менімен жұмыс жасауға дайын екен. Рахмет. Мен дейді. Кстати, ұмытып кеттім. Астана қаласынан адамдар бар ма? Астана қаласынан адамдар бар ма? Өткені бір сондай сезім келіп тұр да. Алла қаласа 1 март күні, естеріңізге сақтап алыңыздар. Это воскресенье. 1 март күні оффлайн тренинг өткізсек. Отношения, қалай әйел өзін жақсы көру керек, қалай спокойно, без чувства вины күйеуінен подарок сұрауға керек, қалай сіздің запрос арқылы күйеуіңіздің табысын өшіруға болатынын, спокойно финансовый цель қалай қоя алатыныңызды, машина, үй, не қалай соны жасауға, спокойно тартуға түп санамен жұмыс жасаймыз. Кімде желание бар, именно Астана қаласына жазып кетіңдерші, мен Астана қаласынан деп. Өйткені орын саны шектеулі, осы партнерім екеуміз, көмекшім бар тоже. 100 адам, ровно 100 адам таңдаймыз. Ровно 100 адамның ішінде, кстати, еще перезагрузка деген менде авторский не бар, кәдімгі
психосоматография үйрететін авторский сабақ бар. Соны еще арасынан бір адамға тегін беремін. Ой, бля, қырықпаңдаршы дейді. Енді бұл адамдарға жаңағындай әулие болып тұрмыз ғой енді біз, жарайды. Қыран, тұр. Ол қанша дейді. Алматыға отойди. Алматыда тоже дейді. Алматыға құдай қаласа тоже барамыз. Бірінші Астананы реттеп алайық. Потом Алматыға да барамыз. Қараңыз, жалпы тренингті мен бөлек айтамын, просто біліп жүріңіз деген ғой, что мен құдай қаласа тренинг туралы тренинг туралы мен айтамын әле. Тренинг туралы құдай қаласа үлкен жаңа Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Көбей нижний пробел самен. Сол жерде мен өзімнің тренинг туралы айтамын. Теперь насчет жеке жұмыс туралы қараңыздар. Жеке жұмыс туралы. Жалпы жеке жұмыстар қалай жұмыс жасаймыз? 3 терапия болады. 3 терапияда мен сіздердің төпсанаңызға кіремін. Убеждениялармен жұмыс жасаймын. Ақшаға болсын, жаңағындай, өміріңізге болсын. Любой бір ситуация, паническая атака, чувство вины, панкреатит, қандай ауру бар, сонымен жұмыс жасауға дайынмын, в общем. 3 терапиямен полностью запростарыңызды реттеп аласыздар. Онлайн ба дейді. Терапия онлайн болады. Егер Астана қаласынан болсаңыздар, кстати, кабинетім бар осы Түркістан көшесінің бойында. Оффлайнда болады. Егер келем десеңіздер, мен сенімен жеке жұмыс жасағым келеді, көргім келеді десеңіздер, без проблем. Оффлайнда болады. Енді қазір жауап беремін. Енді қараңыздар. Насчет терапии. Бір терапия, егер бір ғана запрос болса, 60 мың теңге. Егер жоқ, мен курс алам десеңіздер, 100 мың теңге болады. 100 мың теңгеге 3 терапия, онлайн, оффлайн, 12 айға төлеп бөлу мүмкіндігі бар. Полностью өзіңіздің іште қандай запрос бар, сондан реттеп аласыздар. Поверьте мне, это очень немного для того, чтобы решить свои проблемы. Пока сіз не превратите свой бессознательное в сознательное, қадала бересіздер. Мысалы, мошенникқа бір рет алдың, тағдыр көз тиіп кетті, Инстаграмға айфонды көрсетіп қойдым, сол үшін көз тиіп кетті деп өзің санап қалдың. Арада ровно 2 ай өтеді, тағы да қадаласың мошенникқа 2 миллионға. Айтасың, мені біреу сыртынан дуа оқытып жатыр. Мені біреу көре алмайды дейсің да, сөйтіп жүресің. Тағы да бір жылдың аяғында 31 декабрь күні машинаны соғасың, көз тиіп кетті, сонымен вот этот 44 несчастья дейді ғой, бір кино көрсең, постоянно сондай деп санайсың да. На самом деле у тебя страх каких-то больших денег, страх чего-то, да, и это все повторяется каждым разом. Оны көп тағдыр деп санайды, на самом деле тағдыр емес. Ол сенің бессознательың, сонда адам тартады. Мысалы, андай адамдар бар. Мен мошенниктерден қорқамын. Маған бәрін былай четко жазып, қорқып жүреді да. Именно сол адамды мошенниктер қадап кетеді ғой, там 5 миллионға біреулер машинасын салдырып, квартирасын құйып, маңыратып жібереді. Почему? Потому что іште қатты қорықты да. Ана үрейді, жаңағы телефонмен звондаған кезде мошенник сезіп, прям сындырып тастады да телефонмен. И анау просто өзімен өзі алды да үйін, машинасын үлкен суммаға кредит алып қадала салды. Понимаете, да? Пока мы не превратим свое бессознательное в сознательное, все, что мы вокруг видим, это будет считаться судьбою. Так, теперь битик. Желаниесі бар адамдар, ровно 3 адамды аламын. Кстати, номер тұр міне 708 964 8992. Тегін емес, 100 мың теңге 3 терапия. Кім бірінші жазады, солы осы аптада бірінші адамды осыны сразу өткізіп беремін. Келесі екеуін келесі аптаға. Өткені менде уақыт айтқан кезде тығыз. Сол себептен кім жұмыс жасағысы келеді, көбей мен сен күнде көрем, айтқан сөздерің жүрегіме ұнайды. В принципе, менің өмірімді айтып жүрсің күнде деген сияқты. Пожалуйста, өтіңіздер номер 708 964 8992. Сол жерде толықтай проблема шешіп аламыз. Арақпен измена жасаса қандай көмектеді? Не үшін арақпен измена жасады? Өткені ол білді да, қазір мен ішіп алам,
жаңағы мен ішіп алдым ғой деп айтады да. На самом деле он это подсознательная выгода была. Ол сізді жақсы көреді, бірақ артында, короче, өтірік ішіп алып, мен я не контролировал себя, не контролировал между ног деп алдап сөйтіп жаңағы семьяны құтқарғысы келген. На самом деле это была подсознательная выгода. Никто намеренно ішіп алып измену жасамайды ғой. Мүшесіне түкіріп дуа оқисыз ба дейді. Мен оны сізді кімге барсаңызшы анау Маржан 86 бүйтіп бар ғой бүйтіп. Бүйтіп оқиды ғой былай. Бүйтіп оқиды. Соларға барсаңызшы. Мен олай жұмыс жасай алмаймын өкінішке орай. Бағасы қанша дейді. 100.000 теңге 3 терапия. Түп санаңызға кіріп, 1 сағаттың ішінде толықтай проблемаңызды шешіп аламыз. Әр терапия 1 сағат болады, 1 апта ұзақтылығы. Мысалы, ертең бастаймыз и Құдай қаласа аптаның соңында бітіреміз. Бәрі күліп отыр ғой. Түсінбедіңіз, арақты жақсы көреді дейді. Арақты жақсы көреді дей ма? Арақ не үшін жақсы көреді? Потому что оның денесі жаңа айтқандай напряженный, қатып қалған. Мен өйстіп қатып қалғанмын. Мысалы, примерно мен өйстіп қатып қалған денем. Мен ішемін, мен ішемін, ішкен соң денем босайды. Все, я чувствую себя кайф, короче, өз сезімімді айта аламын. Ей деп өстіп қатын деп айта аламын, короче, сондай бір сезім шығара аламын да. Ішіп қайтадан трезвый боламын ертесіне, дене қайтадан қатып қалады. И маған приходится каждый раз выпивать, чтобы тело расслаблять. Поэтому онымен де жұмыс жасаймын. Главное, күйеуіңіздің былай айтқан бір хотя бы 0,1% бір ниеті болса екен өзгеремін деген. Вот сол ғана керек маған. Өйткені адамның ниеті болмаса өзгеруге 100 рет кодирін жасаңыз, мешітке алып барыңыз, Меккеге 2 рет айналдырып қайтыңыз, ол қоймайды оны. Потому что оның ішінде ана травма бар да. Адамдар не үшін ішеді? Өйткені ішкен соң ол өзінің былай айтқан кезде кішкентай кезінде ішетін еркектің кішкентай кезінде основном папасы либо мамасы жесткий болған. Тяжелое детство болған. Возможно, ол кішкентай кезінде бірдеңе жасаған немесе істеген оған. Мен айтпай ақ қояйын, эфирді блокқа түсіріп жіберуім мүмкін. Соответственно, ол ішкен соң ол сол өзінің денесіндегі несін шығарады, эмоциясын шығарады. Бірақ ертесін қайтадан тұрған соң қайтадан ол есіне түседі да. Сол себептен это самообман. Ішіп кетіп, мүйіз шығып, бақытта еркекті көрген жоқпын әлі. Сол себептен үшеумен де жұмыс жасауға болады, если адамда ниеті болса. Просто мен кеттім дейді. Измена кешіру керек пе или я уже. Қараңыз, я не семейный психолог, я не коуч. Кет, қосыл, жаңағындай қайтадан бар деген сияқты. Я только работаю с психотравмами. То есть напряжение шешемін, ары қарай тұрасың ба, бірге тұрмайсыздар ма, это ваша личная жизнь. Я не имею права туда лезть. Потому что мен қазір айтамын, все, давай ажырас деп. Ертең сіз ажырасасыз, потом айтасыз, көбей айтты ғой оны. Кеше инстаграмда айтты, мен қазір ажыраса салдым деп. Сол кезде кім жаман, көбей жаман да. Поэтому я не говорю про развод. Идите сами разводитесь, идите сами қайтадан қосылыңыздар. Бірақ я работаю только с травмами, которые вам мешают жить. Остальное, жить хотите, не хотите вместе с этим человеком, это ваше личное право. Түсінесіз қой, иә? Сол себептен ыыы ол дұрыс емес біреуден рұқсат сұраған. Өйткені жеке өмір өзіңіздікі, өзіңіз шешу керексіз. Өйткені жауапкершілікті өзіңіз тартасыз артында. Дұрыс қой? Кейде мен түсінбеймін да, мысалы, коучтарды құрту керек, психологтарды құрту керек дейді да. Былай қарасаң, ну, и никто же не заставляет тебя жить с этим человеком. Никто не заставляет тебя насильно жить. Ты сам выбрал, ты сама выбрала. Соответственно, э, сен мысалы мен қазір айтамын да, все, кетіңдер, ажырасыңдар десе, бәрі 40 адам ба, 100 ажырасып кетпейсіңдер ғой. Қуасың, сен өзіңнің критический мышлениеңді қосасың ғой. Мен еще не деп жатыр мынау, менікі не болып жатыр, мысалы мен білмеймін ғой сіздің өмірде не болып жатқанын көбісінің. Сұрақтар қоясыз, сол сұраққа мен жауап беремін. Ары қарай глубинасын мен білмеймін, честно, кімнің қазір басында, ішінде не болып жатқанын. Соответственно, это считается перекладывание ответственности. Мысалы, это считается как перекладывание ответственности. Понимаете, да? Сол себептен ажырасу деген сөзді ол өзіңіз шешу керексіз. Дальше тұрасыз ба, тұрмайсыз ба? Так, хорошо. Идем дальше. Қандай сұрақтар бар? Так. Кеше маған бір сұрақ қойды. Панкреатит, по-моему, да?
панкреатит көбей неден дейді. Панкреатит ол қатты өзін осуждать ететін адамнан болады. То есть адам қатты өзін осуждать еткен кезде сол кезде адамда сондай бір сондай именно панкреатитпен проблема болуы мүмкін. Кеше бір кісі жазды аутоиммунный заболевание неден деп. Аутоиммунный заболевание тоже конфликт, внутренний конфликт. Адам іштей өзін қабылдамайды, жаңағыдай бір какой-то ситуациядан кейін қабылдамай қалған. Онкология неден дейді? Онкология именно қайсы ақнұр, қай денеде, қай бөлшекте, тамағыңыз, там көкірегіңіз, ішіңіз, етектен төмен, бауырыңыз, қай жерде именно онкология болып жатыр? Так, осуждайте себя. Мира, панкреатит, когда ты сильно осуждаешь себя. Білгіштер көп әйтеуір дейді. Бұл кісіні блокқа тығып жіберейікші, ренжімейтін шығарсыз, иә? Бұл кісі андай қауіптерге, жаңағы жеті құмалақ, кофеға сеніп адамдар ғой. Бұлар наукаға сенбейді бұл кісілер. Гайморит деді. Гайморит нос. Нос деген ол не ғой? Невыраженное чувство эмоция. То есть өзіңіздің не эмоцияны шығарамаған кезде гайморит, мұрныңызда проблема болады. Тыныс алуға, эмоцияны шығару, эмоцияны жаңағындай білдіру, соны шығармаған кезде сондай болады. Жоқ, қараңыз, адамдар қызық, иә? Жеті құмалақ, карта ашу, там жолыңды ашып беру, бір магический мышление сенеді да. Потому что никто не хочет думать. Никто не хочет работать над собой. Мысалы, қазір маған терапияға келесіз ғой, это же тоже работа. Менімен бірге бір сағат отыру керексіз. И мен сіздің түпсанаңызға кіріп, еще маған сіз айтып отыру керексіз да. То есть это тоже работа. То есть мен сізбен жұмыс жасаймын, ол это тоже работа. Сіз кәдімгі напрягать етесіз. Ана кейде өзіңіздің даже өз-өзіңізге признавать етпей жүрген психотравма шығады да. Ол тоже работа, да, ол преодоление себя. А оны көп адам жасағысы келмейді. Потому что проще, там 10 000 теңге бердім, 1000 теңге бердім, мен өмірім не болады, болашақта не болады, анау жолымды ашып бер, ақшамды көбейт бер. Бір магический бір мышление қатты сенесіздер да. Ол дұрыс емес, ол вообще ширк та, если исламға келетін болсақ. Ешкім ешкімнің өмірін өзгерте алмайды. То есть именно магическим путем. Если хочешь поменяться, работай. Над собой, над своим мышлением, над бессознательным. А так, просто так аспаннан біреу түсіп, өзгерте салмайды. Мысалы, қараңыздар, аспаннан түскен адамды айтайық. Бір бомж $100 миллион ұтып алды. Сол бомждың өмірі дұрысталды деп ойлайсыздар ма? Ол адам емес хуже болып кетті ғой. Өйткені оның миы ондай сумма өмірінде көрмеген. Өмірінде көрмеген. Ол тапты $1 миллион. Қуат, жестко қуат, прям жестко қуат. Алмаған затын алады, короче, қуат, қыздар бәрі қуып кетеді. И, соответственно, ол ақшасы біткен соң, сол бұрын хотя бы там қолын сұрап там $50, $100 бер деп тұратын еді ғой, одан да деңгейге төмен түсіп кетеді ғой. Понимаете? Вот это есть магическое мышление, да? Біз бәріміз қалаймыз ғой, үлкен үйді қалаймыз, біз BMW мінгіміз келеді. Бәріміз тілімізде BMW, Mercedes, Lexus, там бизнес класста тұрамын, үлкен ақша табамын. Иә, бәрін береді Құдай тағала. Көтере аласың ба? Көтере аласың ба? Мысалы, бүгін BMW-ны ауыстырдым, просто 4 свечасымен жаңағындай жұмысын жасау үшін өтірік 70 000 теңге қалдырып кеттім. 70 000 теңге қалдырып кеттім, просто 4 свечасын ауыстырып тексеріп берген үшін. Понимаете, да? Мы же все хотим быть богатым, успешным, счастливым, здоровым, но көбісі не вывозит. Соответственно, сіздер қазіргі деңгейлеріңіз, который сіз өзіңіздің миыңызға позволять етқан суммада, позволять етқан үйде, позволять етқан ақша, позволять еткен тамақ жеп жүрсіз. Болды. Оны өзгерту үшін мына жерде өзгерту керек. Өйткені дене притягивает то, что вы думаете, то, что у вас там в детстве еще осталось. Мен соны айтып тұрмын. Бәріміз тілмен мықтымыз жаңағындай. Ақылшылар көбейіп кетті деп. Ақыл айтсаң тағы жамансың, айтпасаң неге дұрыс айтпайсың деп. То есть, понимаете, да, парадокс? Ауру болғым келмейді біреу үшін дейді. Ол дұрыс, это уже как бы считается как взрослая позиция, да? Так, давайте вернемся дальше. Салмақ неге қосылады дейді. Обидадан ғой. А вот мына кісі жазыпты онкология. Онкология щитовидной железы. Мына щитовидка мына жерде тұрады, иә? Бұл неге отвечать етеді? Бұл выработка гормона. То есть өте қатты жаңағы организмға күші көп. Соответственно, щитовидкамен проблемасы как раз мына көбелектің суреті тұрады екен бір щитовидкада.
фотосы бар ғой даже. Осы считать еткен проблема означает, Ақнұр, сіз өзіңізді салыстырасыз. Возможно, күйеуіңіз сізге измена жасаған, мысалы да, измена жасаған соң Ақнұр өзі жей бастады. Блин, ана қыздың фигурасы дұрыс болды ма, түрі әдемі болды ма, почему со мной, почему именно со мной деп өзін жей бергеншін Ақнұр. И ол ой уже ары қарай кетіп қалды да. А онкология не үшін болады? Адам өмір сүргісі келмейді. Жақын адам сатып кетеді. Может быть, күйеуіңіз емес, может быть, жақын бизнес партнеріңіз үлкен суммаға қадап жібереді. Там 400 миллион, 500 миллион тапқан табыңыздың бәрін жоқ қылып жібереді. И, соответственно, Ақнұрдың өмір сүруге желаниесі жоқ. И вот здесь вот прямо онкология болды да, понимаете? Сол үшін Ақнұр онымен жұмыс жасауға болады. Мне очень плохо и больно. Из-за чего? Неге вес тамақ қосылады, тамақ жеп жүрген шамалы? Потому что салмақ ол обидадан қосылады. Жылдар бойы айтып жатырмын ғой, жылдар бойы күйеуіңізді ренжіп жүре беріңіз, денеңіз үлкен болады. Сіздің күйеуіңіз сізді жестко ұрып тастасыншы, прям көгалла қылып. Сіздің түпсанаңыз не деп ойлайды? Так, Ақнұр, бізді ұрып тастады. Біз апарықпыз, бізге срочно салмақ жинау керек дейді да. И мынандай болады. Сіздің түпсанаңызда ойлайды, мен денем дөу болса, маған күйеуім тиіспейді деп. Солай ойланады да. Соответственно, денеңіз салмағы сізге выгодно дөу болғаны, артық болғаны. Өйткені күйеуіңізбен кішкентай тұрмысқа шықпай тұрып или шыққан кезде жестко таяқ жегенсіз, например. Соответственно, сіздің денеңіз оны уже қауіп деп санайды. И өскен сайын, денеңіз үлкен болған сайын, ойлайды, что күйеуім мені ұрмайды деп. Например, говорю, например. А так обидадан болады ол. Так, құлаққа сүйел не үшін шығады? Құлақ критиканы қабылдамайсыз ғали. Настолько қабылдамайсыз, что деп не істеп қалғансыз ғой, что сүйел шығып кеткен құлағыңызға. Ауру болғым келмейді дейді. Құрышы дейді. Еркексің ба сонда дейді. Мынау вообще аспаннан түскен қыз ба? Бұны блокқа түсіп жіберейікші. Бұл барып анау Тайсон беретін жігіттермен сөйлесе берсін. Так, изменадан кейін дейді. Изменадан кейін басталды, иә. Измена. Айттым ғой измена деп. Қандай өзгеріс болды сонымен дейді. Так. Мұнсыз болсам семірем ба дейді. То есть, понимаете, да? Адамның ойы қалай реакция береді да? Сіз постоянно крутите, и сіздер адамның миы ойын контрольда алмайсыз. И сол ой жей бергенсің, жаңағы денеңіз өсіп кетуі мүмкін да. Өйткені күнде прокручиваете, мен ұрды, соқты, мен измена жасады деп жей бересіз. Анау андай, анау мұндай деп өзің жей берген соң, сіздің салмағыңыз өсуі мүмкін. Сізде жаңа айтқандай, щитовидком онкология болуы мүмкін да. Не әңгіме дейді. Ирина Қайратовнаның әңгімесін айтып отырық қой. Так, аға, маған сепарация қалай жасаймын дейді. Аға, мамадан сепарация қалай жасаймын дейді. Оппана, вот еще қыз жазып жатыр ғой, Сымбат, сепарация жасалмасаңыз қандай проблема болуы мүмкін? Бір, молочные железы, мастопатия, мастит қыздарда болады. Өйткені мамасына мама болып кеткен. Папасына мама болып кеткен. И денеңіз это не выводит, соответственно, сізде сондай проблема болады. Мамаңыздан сепарация оңай ғой. Айтыңызшы, сезіммен бөлісін. Мама, мен үлкенмін, менің өмірім бөлек, маған араласпаңыз деп кәдімгі жаймен түсіндіріп айтыңыз. Негізі бар ғой, сепарация көп әйелдер жаңағындай балаларын қатты ұстайды да. Ойлайды, что мен контрольда ұстамасам, балаларыма бірдеңе болады деп ше. Сол кішкентай 5 жаста қалып кеткен ойлар ғой. Она не осознает, что вы взрослая, что вы уже имеете свое право голоса. Соответственно, қатты уайымдап, сізді жаңағындай опекать етеді. Оны жаймен түсіндіру керек. Негізі көп қыздар, которые қаша алмай жүрген, Америкаға, Европаға, Дубайға, Турцияға көп әйелдер неге қыздар қашып кетеді студент болып ше? Потому что они вот здесь вот былай тұр да, контроль ше, үйдегі ше. Сөйтіп сол жаққа оқуға қашып кетеді. Тұрмысқа шықпайтын қыздар айтамын, студенттер. Өйткені үйінен шаршап кеткен. Контрольдан, қайдасың, не істеп жатсың, не болды деген сияқты сондай бір ойдан жей бергенсін, ол қыздар қашып кетеді. Подсознательно алыс жақта тұрғысы келеді. Так, кімде қандай сұрақтар бар? Так, қараңыздар, бір кісі уже жазды, 2 орын бар.
кім жұмыс жасағысы келеді, үш терапия, бір курс болып жүреді 100 000 теңге. Номер тұр, өтіңіздер, 12 айға ретке алуға болады, проблема шешіп аласыздар. Жаңағы онкология деп жатыр, зоб деп жатыр. Түп санаңызға кіріп, сол эмоцияны алып тастаймыз. Қымбат, сізде чувство вины ғой. Сол үшін мамаңыз сізге қалмайды сізден. Сізде чувство вины, оны алып тастау керек. Чувство вины как работает? Чувство вины как работает? Мысалы, мен Дубайда Бурж Халифаның алдында кофе ішіп жатырмын. Күшті бір видпен қарап кофе ішіп жатырмын. Деп мысалы да. Қасымда әйелім бар, балам бар. И менің миыма ой келеді. Блин, көбей. Сен қыдырып жүрсің арқайынша. Сенің мамаң ауылда қиналып жатыр пенсия алып. Сөйтіп мен кофемді қоямын да, әйеліме айтамын, кеттік. Кеттік жүр. Анау түсінбейтін. Кеттік деп. Сонымен, короче, бір апта бойы мен өзім басым сүмірейіп, ана жақта демалмаймын. И әйелімді демалтпаймын, баламды демалтпаймын. Чувство винымен бытшын шығарамын да. Понимаете? Вот так работает чувство вины. Екіншісі, никому не секрет, біздің Қазақстан страна возможностей. Біреу ярдпен ақшаны жоғалтады, біреу екі сиыр ұрлаған үшін 15 жылға сотталып кетеді. Енді қалай олай болады? Анау байқұс екі сиырды ұрлап кеткен жігіт іште жетіп, білейін, мен дұрыс емес, Құдайдың алдында дұрыс емес жасадым, мен өзімнің отбасының алдында дұрыс емес жасадым, мен ата-анамның алдында дұрыс емес жасадым деп өзін жеп жүрген кезде, участковый именно соны тауып алады, который ұрлаған ше. Соны алады да соттап 15 жылға тығып жібереді. Өйткені ана баланың ішінде чувство вины болды. Чувство вины болды да. Екі сиыр үшін 15 жылға, например, кетіп қалды. Понимаете? Анау, который там 7-8 ярд ақшаны спокойно алып жүрген бір адам айтайық, мен айтпай ақ қояйық эфирда. Оған түк те болмайды, потому что ішінде чувство вины жоқ та. Оған бәрібір да. Потому что бұл өмірде никто вас не наказывает. Бұл өмірде никто вас не наказывает. Вот ана өмірде, енді білмеймін, ана өмірде бар дейді, біреу жоқ дейді. Спрос жақта болады да. Соответственно, бұл өмірде үлкен ақша, үлкен жаңағы байлық, бәрін жасауға болады, бәрін спокойно өмір сүруге болады. Бірақ өзіміздің миымызбен харам, халал, болмайды, болады деп, короче, убеждениемен біз өз-өзімізді керегіп жүрміз негізі. Өз-өзімізді маңыратып жүрміз. Вопрос в том, что мы себе не позволяем. Понимаете, да? Мы себе не позволяем. Когда мы себе не позволяем, соответственно, біз 200 000 теңгеге риза деп жүреміз. Когда мы себе не позволяем, барахолкадан киінеміз. Когда мы себе не позволяем, кобальт айдап жүреміз. Когда мы себе не позволяем, общагада тұрамыз. Понимаете? Вопрос только в позволении и убеждении. Соны алып тастаған кезде, сен дәл қазіргі білімімен, дәл қазіргі состояниеңмен ұшсаң болады да. А біз оны тағдыр дейміз. Құдай сөйтіп көрсетіп жатыр дейміз. Енді өзің ойлашы, алдағы тағдыр, если сен қанша мың миллион, енді біз білеміз бәріміз қайдан шыққанымызды. Сен жалғыз өзің аналық жатырға кірдің да, өмірге келдің. Сонша путті өтіп, сонша путті өтіп, 150 000 теңге менеджер болып жұмыс жасауға лайықсың ба? Мен оны ойламаймын, лайықты деп. Білмеймін, сіздер қалай ойлайсыздар, но я лично так не считаю. Я убежден, что бұл өмірде легко и просто жасауға болады бәрін деп. Ну, халал дұрыс оймен, да, дұрыс ниетпен деген сияқты. Понимаете, да? Поэтому все, что вас окружает, все, что вы видите, это все ваше убеждение. Ана матрица кино көрдіңіздер ма? Алған жүрген сайын шыға береді ғой, бүйтіп тік сол сияқты да. Сіздің түп санаңыз сондай, сіз сондай бір ситуация, состояние, какой-то нелерді тарта береді. Өйткені сіздің миыңыздағы иллюстрация сондай. Сұрақтар бар ма? Кімде сұрақ бар? Енді вернемся тренингқа. Астана қаласынан бар ғой, қарап тұрған мен, иә? Астана қаласынан кім бар? Енді вернемся к тренингу. Тренингта мен осыны айтып жатқаным бәрін еще бір
үш төрт сағат сөйлеймін ғой. Примерно үш төрт сағат айтып, үш төрт сағатта толықтай ішіңізді ақтарып, сіздің убеждениемен жұмыс жасап, қараңыздар, психология успеха деген бар. Психология успеха деген бар. Одан кейін Ііі, убеждениемен жұмыс жасаймыз. Түпсана деген не? Неге біздің өмірімізге әсер етеді? Кофе брейгімізбен жаңағындай кофе ішіп, әңгімелесіп, суретке түсіп, где-то 100 адам жинағым келіп жатыр. Ниетім көмектесу, сұрайтын ақша емес, көмектесу. Поэтому кімнің желаниясы бар, өзім бірінші рет шығып тұрмын осындай аудиторияға. Кәдімгідей оффлайн, бәрі болады ішінде. Поэтому кім келгісі келеді, поддержите меня. Өте күшті атмосфера создавать етуге тырысамын. Прямо миларыңызды былай өзгертіп, 180 градусқа өзгертіп, я поняла, я понял деп кететіндей бір сондай бір жасағым келіп жатыр дүние. Поэтому кімде желание бар Астана қаласынан, Құдай қаласа, осы бір аптадан кейін мен афишировать етемін. Бір аптадан кейін қашан, қай уақытта, ну, примерно 1 мартта. Қашан, қай уақытта, қанша сағат, именно примерно воскресенье қойып жатырық, өйткені воскресенье күні бәрілеріңіз демаласыздар, дұрыс қой, иә? Воскресенье күні пользамен демалғаныңызды лучше қалаймын. Сол себептен мы должны, развиваться, мы должны учиться. Правда, что в организме женщины сохраняются материалы бывших мужчин дейді. Честно айтамын, я не доктор, чтобы говорить о том, что я не знаю. Поэтому я работаю с психотравмами. Егер әйел измена жасаса, күйеуі қандай әсер етеді, күйеуіне қандай әсер. Қараңыздар, измена жасалған, Шымкентке де келіңізші дейді. Құдай қаласа Шымкентке, Ақтауға, Алматыға, осындай үлкен крупный городтарға барамыз. Осы Құдай қаласа бір рет өткізіп алайық, Астана қаласынан көрейік. Егер халыққа ұнаса, халықтың былай айтқанда жақса, халық действительно сұраса, біз уже басқа қалаларға да шығамыз. Енді қараңыздар, насчет, жаңа айтып жатыр ғой, әйел измена жасаса, күйеуге қандай әсер етеді деп. Морально сынады ғой еркек. Морально сынады. Еркекке де дәл сіз сияқты әсер етеді состояниясына. То есть он уже будет тоже в голове прокручивать, ода да примерно проблема болады, щитовидкасымен деген сияқты, денесімен. Но қараңыздар, әйел адам еркек сияқты ойламайды ғой. Әйел адам просто так измена жасамайды. Если әйел адам как факт измена жасалса, мен мына жақта әйелді ақтап тұрған жоқпын, мен сізге сразу айтамын. Но мен көп әйелдермен жұмыс жасадым. Көп еркектерге де жазды маған, әйелім измена жасады деп. И олардың, знаете, бір схожести бар да, еркек емес. То есть, в каком смысле? Хрупкий, такой нежный, такой, знаете, бір, ну, от них не веет мужской силы, короче. Соответственно, мен кейде ойлаймын да, значит, если дома нету мужчины, который не обеспечивает, должным образом, еркек сияқты полностью өзінің, болмысын атқармайды, толықтай жауапкершілік алмаған соң, әйел адамның уже ойы кетеді. Әйел адамның ойы кетсе, уже болды, пиши пропало. Сол үшін қақсаймын ғой, жауапкершілік алыңдар, жасаңдар, жасап қойыңдар. Өйткені соның артында әйел адам саған арқа сүйердей тау болмасаң әйеліңе, пиши пропало. Ол природа сондай. Сендер қарасаңдаршы, мысалы, лев, чтобы завоевать львицу, төбелеседі. И львица выбирает самого сильного. То же самое бізде, мысалы. Әйел адам қасында всегда мықты, сынбайтын, психологически устойчивый, психологически здоровый, мықты доминантты еркекті көргісі келеді. Сол кезде ол өзі әйел болмысына расслабиться алады, жылай алады, эмоциясын көрсете алады. Понимаете, да? Вот сондай еркек болмаса, ол уже әйел адам, ойы кетіп қалуы мүмкін изменаға байланысты. Так, қазір сұрағыңызға жауап берейін, иә? Так. Қандай сұрақ қойды маған? Сұрағыңызды қайтадан қойып жібересіз ба, жауап бересіз ба сұраққа дейді. Қандай сұрақ? Сұрақ жоқ қой. Мен көп ренжимін дейді. Сіздің ренжіген себебіңіз сіздің неңіз ғой, реакцияңыз. То есть, потому что қараңыз, неге ренжисіз? То есть негативное самоопределение жалкое.
все время сізді біреу ей десе ренжіп қаласыз, ей десе өзіңіз іштей ұстап қаласыз да. Өйткені кішкентай кезіңіздегі, скорее всего, сізді сөйтіп өсірген. Сіз өзіңіз сезіміңізді, ойыңызды жеткізе алмағансыз. Өзіңіз болмысыңызды білмегенсіз. Соответственно, сәл неғып қалса ренжіп қала бересіз да. И ол әлі де продолжается во взрослой жизни. Онымен жұмыс жасауға болады. Өйткені реакция сіз ғана беріп тұрсыз. Сұрақты сұрағыңызды таба алмадым жаңағындай. Сұрақ дәмді адал ас полуфабрикат деп жазып тұр екенсіз. Хорошо. Мамадан сепарация қанша уақыт керек дейді. Мамадан сепарация вот сіз айтып жатырсыз ғой, сізде чувство вины болып тұр. Сол чувство виниді алып тастаған соң, сізде сол моментте уже сізге бәрібір болады. Жаңағындай әйел адам, который өзінің ценностін түсінгенде кетіп қалды ғой күйеуінен, сол сияқты сізде сондай понятие. Сразу сізде уже түсінесіз. Решение шығара алмаймын, ұзақ ойланамын неге дейді. Может быть, кішкентай кезіңізде решение қабылдағанда таяқ жегенсіз, сол үшін сіз үнемі біреудің мойнына ілгіңіз келеді да, немесе біреуді жаңағы одобрение күтіп отырасыз. Өйткені опять-таки с детства, может быть, папаңыздан келген. Өте көңілді жүрсем де, тұйық жүрсем де ұнамаймын күйеуіме неге дейді. Күйеуіңіз ұнамайды емес, сіз өзіңізге ұнамайсыз. Сіздің өзіңнің состояниеңіз өзіңізге ұнамайды, сол соответственно, күйеуіңіз оны замечать етеді, подмечать етеді да. Сол состояние алып тастаған соң, күйеуіңіздің реакциясы болмайды. Жаңа айтқандай, қауіпті ит не үшін үреді? Потому что қорқады ғой адам, сол үшін үреді оған. Қорықпайтын адам үрмейді. Сол сияқты сіздің реакцияңызды алып тастаған кезде күйеуіңіз сізге сөйлемейтін болады. Әйел изменасы сыртқы көзге білініп тұра ма дейді. Чувство вины. Жаңағындай 2 сиыр ұрлап 15 жылға қадалды ғой. И жаңағындай жеті миллиард теңге ұрлады, оған бәрібір болды да. Сол сияқты сізде егер іштей сезім болмаса, чувство вины, оны ешкім білмейді. Оны даже күйеуіңіз де байқамауы мүмкін. Бәріміз ауырамыз десе детский травмамен. Енді сізге күлкілі ғой енді, конечно. Жеке қабылдау қанша дейді. 3 терапия 100 000 теңге. Полностью онлайн болады, немесе Астана қаласаң оффлайн болады. Табан тізе ауырса не дейін дейді. Тізе қырсық адамнан ауырады. Жаңағындай ғой. Ты кто деген сияқты ше. Ты кто такой? То есть адамдарға үстінен қарайды да бүйтіп. Сол себептен ол өзі тәкаппарлықтан ғой негізі. Адам ешкімнен мойын сұнғысы келмейді. Кто он такой? Психолог, кто он такой деп сөйтіп қарайды да негізі адамдарға. Кішкене қырсықтау болады. Қырсықтық басым менде дейді. Жер қимылдаған сияқты дейді. Вот именно не смешно дейді. Қойы ондай жоқ дейді. Табан ше дейді. Табан это соприкосновение с землей ғой, то есть адам аяғын басқан кезде устойчивый сезім пайда болады. Значит, сіз өзіңіз где-то не чувствуете устойчивости. Сол үшін табаныңыз, может, дұрыс емес жерде жүрсіз. Төбедегі тақырып жайлы дейсіз дейді. Полностью восстановлено дейсіз ғой дейді. Рахмет. Менде тревожность көбейіп кетті неден дейді. Тревожность просто так пайда болмайды, тревожность бір ситуациядан кейін пайда болады. Егер күйеуіңіз бір рет измена істесе, немесе попытался изменить, и женщина будет все время 1000 раз в голове крутить, что он изменил. Поэтому сізбен жұмыс жасау керек, тревожность алып тастау керек. Қараңыз, менде бір мынандай ситуация болды, қазір сізге көрсетемін. Тоже тревожностьпен жұмыс жасағам. Что вы наглядно поняли, да, о чем идет речь? Так. Я удалил его. Ладно, не фото жоқ екен неде. То есть менде бір тест бар да, мен клиенттерге, прежде чем приступить к терапии, отправляю тест. Там 2 теста. Определяю степень тревожности, ситуативной тревожности и тревоги, депрессии. Специально жіберем, чтобы біліп алатындай. 3 терапиядан кейін тағы да жіберем. Қызыл болып тұрған жасыл немесе сары болып тұрады. Тоже түседі да несі степені. Сол сияқты, если қатты тревожность болсаңыз келіңіз, терапиямен шешіп тастауға болады. Мен КПТ деген терапия бар, коннективный поведенческий терапия. Сонымен сұрақ жауап арқылы сіздің тревогаңызды басуға болады. Сәлеметсіз аға, күйеуім дейді. Түсінбедім. Қырсық адамның всегда мойны ауырады ғой. Мойны, всегда мойны ауырады. Мен оған кет десем де кетпейді дейді. Кет дегенде ит те кетеді дейсіз ғой, короче. Почему кетпейді? Потому что вам нравится.
Вам нравится с ним находиться, сізге нравится вот это эмоциональный качели, индийский кино сияқты ғой кино, өміріңіз индийский кино сияқты ана құлайды, потом тұрады, өледі, қайтадан тіріледі. Сізге сол эмоция ұнайды да, поэтому сіз подсознательно оны сөйтіп сақтап тұрсыз. Гайморит неден белгісіз? Гайморит невыраженные чувства эмоций, то есть подавленные эмоции ғой в основном. Адам, когда өзінің эмоциясын қатты подавлять еткен кезде, сонда гайморит болуы мүмкін. Ыстық басым, бірақ сәл жылы сөйлессе сразу ұмытамын, келмесе не екіндеп жүре беремін дейді. Так, қараңыздар, бір орын қалды. Тағы да бір орыннан кейін мен мына нені номерді алып тастаймын. Измена жасаған әйелмен енем достары жүр араласып, осы дұрыс па дейді. Измена жасаған әйелмен енем достасып жүр араласып, ол дұрыс па дейді. Ну, енеңізге бәрі болып тұр ғой, напрягать кімді болып тұр, сізді напрягать етіп тұр, сізбен жұмыс жасау керек. Жалпақ табан нені белгісі дейді. Пластоскопия? Пластоскопия, скорее всего, ол туылғаннан болмай ма негізі? Психосоматикасын, честно, пластоскопия аяқ. Так. Қандай сұрақтар бар тағы да? Қандай сұрақтар бар? Варикоз неден дейді? Мысалы, варикоз ол өте нерешительный адам ғой. Мысалы, миында ол уже кәсіп ашып тастады, жаңағындай жүргізіп жатыр успешно, миллиондаған ақша тауып жатыр, Дубайда жүр, короче, бизнес класс үйде тұрып жатыр, Lexus BMW-мен жүр, бірақ по факту ештеңесін жасаған жоқ та. Соответственно, адамда, нерешительный адамдарда варикоз пайда болады. Тамырлары не істеп кетеді да, напряжениені ше. Расширять етіп кетеді. Курс жайлы дейді. Фариза, қараңыз, 3 терапия 100 мың теңге, бір орын қалды. Номер мынау тұр, үлгерсеңіз үлгердіңіз, редпен, рассрочкамен алуға болады. И сізбен онлайн әр терапияны 40-50 минут уақыт, мысалы, ұзақтылығы бір апта болады. Бір аптада жаңағы тревожный состояниеңіз бәрін реттеп, огурчик болып жүресіз, в общем. 3 жылдан бері депрессиядан шыға алмай жатырмын, не істесем болады дейді. Келіңіз, шығарып беремін. Осы депрессиядан шығарып беремін. Гепатит С белгісі бола ма дейді. Гепатит ол бауыр ғой, получается, иә? Бауырдан ба? После измены. Енді после измены, конечно, ол көп әйелдер ойлайды, после измены мен қазір кино көрем, қыдырам, тауға барам, шетелге шығып кетем, сонымен кетеді бәрі деп. Қайдағы кетпейді, ол кетпеген де. Ол терапиямен ғана шығарып тастауға болады эмоция, хотя бы снять напряжение. Маған бір кісі келген. Күйеуі тайне изменял, и конкретно семьясы бар, короче. 5-6 жыл бойы айтпаған әйеліне. Ана әйелі тыңдап, шалқасынан құлады. Сөйтіп өтірік айтпай ақ қояйын, бір 5 терапиядан кейін әрең деген есін жиды. Қазір түк болмағандай күйеуімен күшті өмір сүріп жатыр да. Терапиядан кейін жеңілдеп қалды. Так, бауыр не үшін ауырады? Мысалы, мен күйеуімді ұрысқым келеді, күйеуіме өзімнің эмоциямды шығарғым келеді, бірақ айта алмаймын, қорқамын одан. Сол себептен қорыққан мен бауырымды бүкіл жаңағыдай ызаланған эмоция бәрі бауырға келіп қадалады. Сол үшін гепатоз, цирроз печени, гепатит деген бәрі осы бауырдан болады. Эмоцияны шығармайсыз, именно жынданған кезде шығармайсыз. Көз неге бұлшықтана береді, біртүрлі болып. Ну, көз воспаление, наверное, ол. Вообще көзбен связаны аурулардың бәрі, дальнозоркий, близорукость, ол бәрі бірдеңе көргіңіз келмейді. Өмірде бір затты қабылдағыңыз келмейді, көргіңіз келмейді. Мысалы, әйелдер бар, изменаны қабылдамайды күйеуін. Хотя явный бүкіл признактар бар, уже конкретно оны подругасы айтып отыр, сен күйеуіңді көрдім ана кафеде, бірақ қабылдамайды да. Содан кейін көзі нашарлап кетеді. Реальность қабылдамағанда болады кейде көзбен проблема. Күйеуім жұмысқа шығарғысы келмейді дейді. Күйеуім күйеуім мені жұмысқа шығарғысы келмейді дейді ме? Ол қуанбайсыз ба, наоборот, үйде демалып жатсаңыз? Так. Кімде қандай сұрақтар бар тағы да? Бір стакан су ішіп алайын, иә? Сұрақтарыңызға жауап беріп отырмын. Еркек өте қатты қызғаншақ. Мен өз тарапыммен не өзгерту керек дейді. Екі үш вариант бар. Күйеуіңіз либо собственник,
моя и все, ты моя и все, короче. Ол Құдайдан келген әйел, ол басқа біреу адамның қызы деп санап тұрған жоқ та. Ана машинаны сатып алады ғой, салоннан сол жақты қарайды да. Екіншісі, это же вас напрягает. То есть когда кейде әйел адам өзін қашан керек деп санайды, күйеуі қызғанған кезде. Значит, вам нравится. Күйеуі қатты қызғанған кезде әйел адам іштей өзі, меня любит деп кәдімгідей өзін не істеп отырады, бүйтіп ше. На самом деле это нездоровые отношения. Здоровый ревность деген бар, где он там по факту ревнует, но за каждый столб, каждый там звонокқа ревновать етсе, значит, күйеуіңізбен бездельник қой. Ақшасы көп, уақыты көп. Соответственно, ол сіздің ғана анда отырады да бинокльмен не істеп жатыр, менің әйелім кіммен сөйлесіп жатыр деген сияқты. Либо наоборот, кеш жарық дейді. Кеш жарық. Так, бір орын қалды. 708, 964, 89. Бір курс, 3 терапия. Бағасы осы эфирға соңына дейін 100.000 теңге. Эфирдан кейін жазсаңыз, көбе мен қарадым дейді, бірақ ренжімеңіз, уже 140.000 теңге болып кетеді. Айтқаным айтқан. Акция бойынша үлгеріп қалыңыздар, рассрочкаға да, редкеде қалуға болады. Күшті тема дейді. Я ұнайды, бірақ кейде жыныма келеді дейді. Вот видите, вы признались, что вам нравится. Потому что сымбат өзінің керек санайды, когда күйеуі измена деп айта беріп қой. Күйеуіңіз қызғанған кезде. Негізі әйел өзгереді, күйеуім измена жасаса дейді. Еркек телефонында жаста мәміле болса, еркекте біреу болуы мүмкін ба дейді. Короче, әйел адам бәрін сезеді негізі. Күйеуі не істеп жүргенін, кіммен сөйлесіп, қандай лайк басқанын негізі біліп отырады негізі әйел адам. Бірақ если измена жасады деген сезім келіп тұрса, ол сезім кімнен? Құдайдан. Надо проверить. Может, действительно где-то допускает. Потому что ол сезім просто так келмейді. Ну, измена жасаған еркекті сразу байқайсыз ғой. Холодный болады, уже не тактильный болады. Өйткені ол уже миында ана қызды іздеп жүреді да. Уже көңіл бөлмейді сізге. Уже жаңағындай өтірік, жаңағындай жаным күлім, бірақ іште сезіп тұр, что он где-то лжет себе, да. Поэтому надо проверить. Если сезім келсе, надо проверить. Ол просто так сезім келмейді, тем более изменаға байланысты. Так, әйел адамдардың антеннасы мәссаған, ол анау спутник антеннамен бірдей сияқты ғой, бәрін сезіп отырады, бәрін біліп отырады, кіммен, қалай, қашан, қай уақытта. Поэтому ол өтірік, ол дурочку включайте просто, деп күліп қоясыз. На самом деле іште не болып даже біліп отырасыздар ғой. Рас қой, әйел адам сол үшін сезім берген Құдай тағала. Қандай сұрақтар бар? Енді қалай оны өзгертемін оны деді. Оны өзгерту қажеті жоқ, сымбат. Бірінші сізді өзгеріңіз. Сіз өзгерген соң ол да өзгереді. Мир не поменяется, пока вы сами не поменяетесь. Әлем өзгермейді, пока сол әлемді өзгертпегенше дейді да. Бірінші өзіңіз терапия келіңіз, өзіңізді өзгертіңіз, сіздің реакцияңыз күйіңізге деген өзгереді. Ер кісі неге тексереді? Потому что ол өзінің косягі бар да, Ақнұр. Понимаете, да? Мысалы, мен ұрласам, бәрін ұры деп көремін. Егер мен измена жасасам, мен әйелім где-то измена жасап жатыр ма деп тексеріп көремін да. Поэтому күйеуіңіз тексеріп жатса, значит, где-то ол өзі технично машинаның ішінде бардачокта телефонмен сөйлесіп жүр да біреумен. И менің әйелім сөйлесіп жүрген жоқ па деп тексереді. На самом деле сіздің басыңыз қатып жүр да, баланың памперсін ауыстырамын деп. Бірақ если сондай ой келсе еркегіңізге, значит, где-то он допускает. Если физически болмаса да, эмоционально где-то допускает. Мен сұрағыма жауап бермеді ғой дейді. Қандай сұрақ? Вроде бәріне жауап беріп жатырмын. Келген жоқ сұрағыңыз, честно, өтіп кетті-ау. Поэтому что в малом, то и в большом. Понимаете, да? Что в малом, то и в большом. Так, сұрақтарыңызды қойып алдыңыздар ма, болды ма? Ойбай, мен уже алып тастаймын, болды. Адам жазды маған.
жүз жыл қазір алып тастайын. Еркектің изменасынан кейін қандай өзгерістер болады дейді. Еркектің изменасынан кейін ба? Ойбай, мынау хорошо. Қараңыздар, мына теманы мен қазір бір су ішіп алайын қазір. Бұл өте ауыр теманы. Именно еркектің изменасы қандай өзгерістер болады? Данышпан болмай жайына жүре берші дейді. Ой, мына кісіні блокқа жіберейікші, бұл өзі данышпан болып жүре берсінші, жалғыз красавчик болып. Біз жаман болып қала салайықшы бұның көзінше. Так, көргім келмейді деп айтпаңыз, көзіңіз нашарлап кетеді. Так, давайте. Мына кісіге жауап берейік. Еркектің изменасынан кейін әйел адамның өмірінде, психологиясында, денсаулығында қандай проблема болады? Бір, тревожный расстройство. Ол уже миша ойлап отырады, мә анау қайда кетті, кіммен жатып жүр, кімді ойлап жүр. Миына уже кетеді ой, былай, постоянно. Екіншісі бессонница. Әйел адам уже все ұйқы кетті. Ол өтірік ұйықтауы мүмкін, бірақ ұйықтап телефон тексеріп отырады, кіммен жазды, қалай жазды деп. Үшіншісі паническая атака. На этом фоне примерно күйеуі ұрып-соғып, әйелін бытшын шығарып тастаған. Ода уже паническая атака басады. Қол аяғы дірілдеп, жүрегі дүрсілдеп, қатты қорқып. Денсаулыққа барайық. Щитовидка. Жаңа айтып отыр онкология щитовидкамен деп. Щитовидка уже әйел адам жейді өзін. Ана әйелі уже судорожно іздеп жүреді, қандай қызбен изменять етті, ол кім, аты кім, пробивать етіп, уже тиктокта, инстаграмда тексеріп отырады. Оның түрі әдемі ба, фигурасы әдемі ба, аты кім, жасы кім, бәрін уже салыстырады. Соответственно, мына жерде онкология болуы мүмкін щитовидкада, либо зоб, проблема уже. Одан кетіп төмен қарай. Молочные железы. Әйелдің екі көкірегі страдать етеді. Ол уже қатты обидадан кейін, уже күйеуіне уже мама болып жүрген соң, ода мастопатия, мастит, молочный железі проблема болады. Или киста пайда болуы мүмкін. Төмен қарай түсейік. Өт, запор, гастрит, ЖКТ мен проблема. Етектен төмен түсейік. Киста, матка, опущение матки, миома матки, трубка матки, киста, бәрі осы төменнен проблема болады. Белге барайық. Почка, чувство несправедливости. Айтады, с хрена ли мен өмірімді арнадым, бұған 5 бала туып бердім, бұның толықтай 7 атасының бәрін қарадым, и алдыда маған какой-то бір шымен измена жасады деп. Ода уже почкасымен проблема болады. Потом ондай еркектер основном әйелдерін былай қысып тастайды ғой, созависимый қылады. Соответственно, бел ауырады. А бел — страх бедности. Ақшадан қатты қысылады. Ол кете алмайды, өйткені күйеуі жаңағы каждый 100 теңгесін перевод жасаған Каспийны тексеріп отырады. Потом ол әйелде қандай проблема болуы мүмкін? Чувство вины, жаңағыдай тревожное расстройство, даже климакс пайда болады. То есть етек кірі тоқтап қалады. А етек кірі тоқтап қалса, уже әйел адамның былай айтқан кезде кетеді да, уже полностью морщина, тез қартаяды, шашы түсіп қалады. Осының бәрі просто бір какой-то бір 2 минуттық удовольствиеден болады. Понимаете, да? Так, түрін көргім келмейді деп жаңа айттым, түрін көргім келмейді дейді. Так, точно дейді. Киста дейді. Көкірекпен жатырда киста болса ше дейді. Содан ғой мына Ақнұр, изменадан ғой. Онымен терапиямен алып тастау керек. Не үшін киста пайда болады, не үшін уплотнение пайда болады? Өйткені сіздің организміңіз жаңағы сол эмоцияны сақтағысы келеді, нені, органдарды. Сол үшін киста пайда болады, уплотнение. То есть уже мимен жеп тастағансыз ғой ана оймен ше, и ол алады да қадалады жаңағындай денеңізге. Оның бәрін өткенбіз. Өздерімен жұмыс істеңдер, проработка жасаңдар дейді. Енді жасасаңдар не істеп отырсыз? Бір-бірің өзің түпсанағың кір да, проработка жаса. Бірақ түпсанаң айтады, иди нахер дейді, потому что адамның өзінің түпсанасына кіре алмайды. Оған проводник керек. Даже мен өзім түпсанама кіре алмаймын. Так. Қанша жыл жұмыс жасақ та. Миома дейді. Миома матки — это непринятие женского начала, либо обида на мужа. Содан низ живота страдать етеді. Так. То есть, понимаете, кім измена жасалған әйелдер болатын болса, жүрмеңіздер, қазір мен 2-3 штук дәрі ішемін. Одан кейін жаңағындай бір рет 7 құмалақ ашамын да, сонымен кетіп қалады проблемда. Кетпейді, кетпегенде.
онкологияға дейін кетіп қалады бұның бәрі, аурулардың бәрі. Маткасын кесіп тастаған әйелімен жұмыс жасағанмын. Изменадан кейін маткасын кесіп тастаған. Анау жеп тастаған ғой өз ойымен. Почкасын кесіп тастаған әйелімен жұмыс жасағанмын. Жаңа почка қойған, бірақ все равно ол проблема шешілмеген да. Врачтардың өзі айтады, онкология мен саған 50% шанс беремін, гарантия беремін, ары қарай өзіңнен деп. Ол менің сөзім емес. Врачтар қазір онкологиямен барған кезде айтады, 50% менен, 50% өзінен дейді. А если сен өзінен десең, значит оймен тағы да шығарып аласың ғой ол заттардың бәрін. Поэтому түп санаңызға кіріп, ол эмоцияның бәрін шығарып тастау керек. Обида, невысказанные чувства, эмоции, невыраженные слова. Шығарған кезде ол денсаулықтан кетеді, ол жаңағы аурулардың бәрі кетіп қалады. Эмоцияны шығарып тастаған кезде. Так, сонда күйеуім измена жасаса әйелдің көкірекпен жатыры ауырады ма дейді. Иә, сіздікі хоть вы легко отделались, Ақнұр. Сіз қатты восприимчивый әйел емес сияқтысыз. А если восприимчивый әйел болатын болса, даже тіпті етек кірі тоқтап қалады. А етек кірі тоқтап қалған әйелде ол уже әйел адам резко қартаяды, өздеріңіз білесіздер, это природа. Өйткені етек кірді әйел қылатын, әйелде әйел қылатын етек кір да, постоянно обновляться етіп тұрады, шашы, жаңағыдай полностью бәрі. Соответственно, етек кір тоқтап қалған кезде 30 жастарда, 30 жастарда, ойлашы, енді развитие сил қызда климакс пайда болады. Хотя климакс там 50-ден 60-тан кейін болу керек негізі. Нормальный өзінің эмоциясымен дұрыс жететін әйелде. Соответственно, ода сол эмоциядан болған да. Салтанат ханым, мен точно білмеймін, но примерно сол 50 мен 60-тың арасы ғой. Үлкен уже возрастқа келген кезде организм уже тоқтатады өзінің жаңағы несін. Біз уже все, дальше мы не готовы размножаться деп. Еркек измена жасаса әйелі ауыра ма, сонда қалай дейді? Иә, екі какой-то бір минут удовольствие үшін әйеліңді жынды қылып жібересің кәдімгідей. Әйеліңді эмоциональный, физически, морально больной қылып жібересің. Потому что бір инстаграмда бір видео көріп қалдым да, әйел адам телефон алып тұр да, телефонын алып тұр, и изменаны көреді да, уже қол аяғы дірілдеп тұр ғой бүйтіп ше. Уже анау эмоция қарап қол аяғы дірілдеп тұр да. Өте больно. Ол пышақ тығыванмен бірдей сияқты ғой, бір ең больной местоны ше. Поэтому ол эмоция ешқайда кетпейді. Онымен жұмыс жасау керек. Кімде сол переживать етіп жатса, эмоциямен жаңағындай изменамен, 3 терапиямен полный проблема шеше алуға болады. Хотя бы вам будет легче, тревожность болмайды, күйеуіңе деген обиданы шығарасың, өзің өмір сүресің, жеңіл болады да. Поэтому у кого есть желание, вот последний орын қалды, 708 964 8092 100 000 теңгеге 3 терапиямен полный проблема шешіп алуға болады. Измена жасап жүре берсін, будто шіріп іріңдеу басынан өткізсін. Сатқындық қой дейді. Иә. Енді бәрі олай ойламайды ғой. Еркектер, көбі еркектер пятой точкасымен ойлайды да. Ойлайды ка мен. И то измена жасалғанның артында да бір какой-то бір подсознательный выгода болып тұр ғой. Так, сұрақтар бар ма? Өтіп жатырмыз дейді. Мен түсінген бойынша, енді бәріміз былай как будто бы өмір сүреміз да. Как будто у нас все хорошо, как будто у нас идеальные отношения, бәрі күшті деп та. Бірақ инстаграм қарап қалсам бәрі сондай ғой. Бәрі күшті, бәрібір бақытты. Бірақ сәл сұрақ қойып қалсаң, сәл бүйтіп қалсаң шығады да артындағы больдар ше. Поэтому адам өз болмысына адал болу керек. Ол адал деген қалай? Эмоциясын шығару керек, шындықты айту керек. Өйткені сол шындықты айта алмаған соң, эмоциясын шығара алмаған соң, өте көп аурулардан өздеріңіз зарабат етіп аласыздар. Адамның денесін алдай емес, сіз миыңызды алдауы мүмкінсіз, адамның денесін алдайсыз. Сіз өзіңіздің папаңызды, мамаңызды, әйеліңді былай вокруг пальца алдап жүру мүмкінсің, бірақ адамның денесін алдай алмайсың. Соответственно, адамның денесін алдай алмағансың, ол аурулар мына жаңағы как показатель көрініп тұрады да, жаңағындай полный психический расстройстводан бастап етектің кіріне дейін полный ол айтып тұрады. Адамның денсаулығы бір жаққа кетіп қалған. Жүрегімді иленген киелі ала еркек измена жасаса дейді. Жүрегімді иеленген киелім алла еркек измена жасаса дейді. Вообще түсінбедім мына сөзді бар ғой. Сәл қуастар бар ғой, честно. Бір дұрыстап жазсаңыздаршы. Так.
Так, так, так. Біреуге жауап беріп жатыр. Біреуге еркек измена жасады. Так, все, в принципе, мен өзімнің эфирімді почти аяқтадым. Сұрақтарыңыз бар ма? Дәл бір 2 минут уақыт берейін. Қойып алыңыздар жарайды. Енді уважение болсын сіздерге де. Потом айтайын деп отқаным, Астана қаласынан оффлайн тренингқа келгенде арманда, келмегенде арманда. Өйткені енді нереально ол жерде инсайттармен білім аласыздар. Сол білімнен кейін, егер өмірлеріңіз өзгермесе, маған қайтып келіп ақшамды сұрап алсаңыздар болады. Потому что өзімнің өмірімде қолданатын, қолданып жүрген финансы, жаңағы финансы цель қалай қою керек, ақшаны қалай тарту керек, денсаулықты қалай реттеу керек, полностью бәрін беремін. Осы бір 2-3 сағат постараемся хотя бы 3 сағаттың ішінде 1 сағат дәріс, жарты сағат кофе брейк, потом тағы да 1 сағат дәріс, сөйтіп наполненный болып кетесіздер. Поэтому кімде желание бар, может қазір жазыласыздар, а? Қараңыздар қанша дейді. Былай ғой, коллега екеуміз сөйлескеніміз бойынша бірінші ряд VIP жасағымыз келіп жатыр. Вот алдыңғы ряд. Алдыңғы ряд VIP-ті не аласыздар? Бір менен немесе коллегамнан бір терапия аласыздар. То есть бір терапия алып кетесіз обязательно. Любой уақытта ол терапияны өте аласыздар. Алдына отырасыздар. Артыңғысы тоже как VIP сияқты жүреді, бірақ кішкене бағасы төмендеу болады. Қалған орындар бәрі общий баға болады. Бағасы тиімді, сразу айтамын, тиімді болады. Мен қазір бағасын айтпай-ақ қояйын. Бірақ дайын жүріңіздер. Орын саны шектеулі, енді бәрін 100 адамнан артық ала алмаймын, дұрыс па? Бәрін былай отырып қалмайсыздар ғой бір-бірлеріңе. Поэтому четко бәрі по расписанию болады. Кәдімгі күшті инсайттар аласыздар. Жаңағы бәрін Құдай қаласа берем. Не бар, бәрін берем. Главное, қолданып қалсаңыздар болады. Қанша болады дейді. Ну, примерно қараңыз. Жарайды. VIP орны менен бір терапия аласыздар. VIP орын Астана қаласынан бірінші орын менен бір терапия аласыздар, соған кіреді, бағасы 60 000 теңге болады. Ортаңғы ряд 30 000 теңге болады. Қалған общий ряд 10 000 теңгеден болады. Көп емес қой. Оның ішіне не кіреді? Жаңа VIP-тер полностью менен бір терапия алады, сол любой уақыт жасап беремін. Онлайн жоқ па дейді. Может, көреміз, онлайнда жасаймыз ба? Ортасында жаңағында енді жақынырақ естиді ғой мені. Қалған общий 10 000 теңге болады. Кофе брейк соның ішіне кіреді. Астана қаласынан оффлайн болады. Потом плюс еще ол жерде тоже күшті құнды информациялармен бөліскен бөлек тұрсын. Сол 100 адамның ішіне 800 000 теңге тұратын трансформациялық білімді біреуге тегін подарить етемін. Вот сөзіме тұрам. Сол мұқтаж адамға берілсін, мұқтаж адам соған бұйырсын деп ойлаймын. Өйткені сол именно мұқтаж адам өмірін өзгертсе деген бір мақсатпен жасап жатырмын. Бір адамға. Сол группаға тегін оқып не істей алады. Поэтому Астана қаласынан не пропустите. Өте күшті шанстар болады. Жалпы түсінесіздер, көп зат түсінесіздер. Өзімнің өмір бақи қолданып жүрген білімдерімді, осы за короткий срок осындай квантовый скачок болған бәрін сіздерге беремін. Поэтому қапы қалмаңыздар. Келгенде арманда, келмегенде арманда дейді ғой. Все, в принципе, сұрақтар бар ма? Болды, жауап бердім ғой бәріне. Құдай қаласа ертең мен КП жасап келемін. КП деген коммерческий приложение. Сол жаққа уже заранее орындарыңызды алып, Құдай қаласа, уже жинала беріңіздер. Өйткені моменте уже орын болмайды да. Алматы бола ма дейді. Бекзат, Құдай қаласы Астанаға өткізіп алайық. Алматыға бару ниетіміз бар. Алматыға да барып, Құдай қаласы, тоже адамдардың жаңағындай осы жерде бір өзгеріс жасағымыз келеді. Измена қатысы қанша дейді. Бұлар енді кіріп жатқан адамдар ғой, походу, иә. Так, қарын тұсыда май көп болуы дейді. Қамақ көп жеп қойғансың ғой, Ерасыл, сол үшін май ғой. Жоқ, не ғой, скорее всего, когда еркекте слишком артық салмақ болса, тоже что-то означает психология бойынша ше. Скорее всего, взращивает обиды на маму. Если еркекте прям қарны доп-домалақ пивной живот деп айтады ғой. Вот он взращивает обиды на маму. Так,
сұрақтарыңыз бойынша жауап болса дейді. бір мен сұраққа жауап берейін, сонымен аяқтаймын, жарай ма? Ренжімеңіздер, иә? Вроде баршаларыңызға жауап бердім. Назарларыңызға рахмет. Мені тыңдап, постоянный зрительдер бар мен байқағаным бойынша. Қарын, так, сұрақтарыңыз жоқ қой, міне қарап отырмын жоғарыда. Так, қандай өзгеру болуы мүмкін, қандай өзгерістер болады измена жасаса дейді. Айттым ғой жаңа, измена ситуация шығу үшін кеңес бересіз бе, кеш келдім дейді. Әйел жасаса дейді. Тек әйел жасаса уже семьясы уже семья жоқ деп санасаңыздаршы, потому что еркек, скорее всего, оны көтермейді. Либо көтереді, либо уже басқаша отношение болады да. Енді білмеймін ғой, әркімнің психологиясы әртүрлі. Біреуге нормально қабылдайды, біреу ненормально қабылдайды. Но все равно іштей жаңағы нені алып тастау керек. Іштей эмоцияны алып тастау керек. Болды ма, сұрақтарыңыз жоқ па? Бір замечание. Көбей, ағылшынша, нижний пробел, самен. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздерші, өтініш. Потому что инстаграмда көп инстаграмға саламын негізі өзімнің. Сол инстаграмда, кстати, не бар, телеграм канал бар. Телеграм каналда толсы ақшаға байланысты күйеуім измена жасады, әйелім измена жасады, кішкентай кезінде тиісіп кетті, басқа жерден ұстап қалды деген бәрін былай жіктеп ашқам ше. Кім өзінің сұрақтарын сол жақтан жауап алуы мүмкін. Поэтому инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Инстаграмда менде телеграм канал бар, шапка профиль. Сол жаққа тіркеліп толықтай өздеріңіздің кімнің запросы бар тауып аласыздар. Полный сол жақта проблема тауып аласыздар. Все, сау саламатты болыңыздар. Всех обнял. Всех обнял. Рахмет, что уже 300 адам кіріп, көп заттарды бөлістім деп ойлаймын. Енді барынша жақанса бөлістім. Ертең Құдай қаласа тоже сағат осы 7 мен 8-дің арасында тоже 1 сағатқа кіріп, тағы да дәріспен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз бар ма, болды ма? Ренжімейсіздер ма, егер мен жаймен шығып кететін болсам? Өйткені менде қазір сағат 22-де сабақтарым бар. Измена. Жаңа айттым ғой, измена байланысты. Так. Ұнады ма эфир? Бір астына бірдеңе жазып кетсеңіздерші, жалпы өздеріңіз сұрақтарыңа жауап алдыңыздар ма, эфир ұнады ма? Бір подарок жіберсеңіздер, кстати, я не отказываюсь от подарка. Иә дейді, рахмет дейді. О, рахмет, Айла. Рахмет. Все, подарок біткен сияқты ғой. Оған да ренжімеймін. Оған да рахмет. Инста айта кетіңіз тағы да дейді. Хорошо, давайте инстаграм айтып кетейін, потому что айттым ғой, инстаграмда мен основном отырамын деп, иә. Қараңыз, инстаграмның никнейм дей ма, не дейді? Көбей, нижний пробел, самен. Міне, менің инстаграмым осы. Закрепить етіп қояйын, ровно бір минуттан кейін уже мен алым кетеді. Енді кірдім, брат. Сонымен не өзгерді дейді. Ештеңе өзгерген жоқ негізі. Просто 1 сағат бойы дәріс айттым да. Жауап берсе дейді. Не жауап мı? Еркек не болады дейді. Измена жасаса еркек, основном маған әйелдер келеді. Өйткені әйелдер іші тынады да. Эмоционалды түрде әйелдер тынады. Еркектер тыну мүмкін, бірақ олар айтпайды ғой. Олар өліп қалса да, бір аяқ түсіп қалса да, бас шаш түсіп қалса да келмейді ғой ол психологқа. Ол ойлайды, тағдыр деп ойлайды ол. Альхамдулилля, тағдыр деп ойлайды да. Поэтому еркектер, которые измена әйел жасаса, основном мен түсінгенім, чувство вины играет просто. Потому что оның артында айтып отырмын ғой, мықты еркектің артында әлсіз әйел болады да, әлсіз әйел измена жасамайды. Мықты еркектің артында женственный әйел болады. Бұған эмоция береді, энергия беретін. Ал әлсіз еркектің артында уже ойы далада кетіп қалған әйел болады да. Потому что и түнде де, күндізде де ол еркек оған эмоция бере алмайды. Эмоция берген кезде там кішкене көтеріп жүру емес,
саған как әйел ретінде сен сезінбейсің оның қасында. Потому что ол жауапкершіліктен қашады, ақша таппайды, немесе ақшасы тапса да мұрнынан шығарады ол ақшаны. В общем, бір мелочный біреу да, в общем. Соответственно, сондай болған соң, сенде уже ой кетеді о басқа еркектерге деген сияқты. Мен ешкімді ақтамаймын. Мен судья емеспін, мен имам емеспін, харам, не деп айтады. Просто по факту айтып жатырмын. Өйткені өте көп адамдармен жұмыс жасаймын. Измена жасалған, жасамаған, кішкентай кезімде болған, болмаған. Соответственно, мен сіздерге по факту айтып жатырмын, что основном страдает әйелдер. Измена жасалған соң әйелдер страдает. А еркектер, может, касается, но олар особо былай түсінгенім бойынша практикада прям жылап өкініп жүрген еркек көрген жоқпын. Я іштей чувство вины заиграть етеді, но в целом қатты не істемейді. Психологсыз ба? Иә, психологпын. Болды ма, сұрақтар бітті ма? Қалай ұмытуға болады дейді. Аяла, оны ұмыта алмайсыз. Аяла самый активный екен ше. Аяла, давайте келіңіз терапияға. Мен сізге арнайы бір жасап берейін, скидка. Тек қана сізге. И полный проблемаңызды шешіп аласың. Ұмыту деген туралы жаңағындай эмоция шығарасың, не істейсіз, жеңілдейсіз. Қай қала дейді. Астана, Астана қаласынан. Эксперт дейді. Я эксперт. Так. Кстати, эксперт бойынша мен психосоматолог ретінде өзімнің білімді аккредитация өтіп ақтадым білімімді. Соответственно, менен кеп оқып білім алам деген адамдар, оларға мен диплом государственного образца бере аламын. И ол диплом арқылы мен секілді адамдарға консультация жасап, терапия жасап, адамдарға шын дүниесін емдеуге көмектесе алады. Өйткені уже полный аккредитация өттім да. Поэтому мен қастарында простой адам емеспін. Мен де білімді жіктеп, білім алып, то есть просто так жүрген адам емеспін дегенім ғой, который там сертификат алып, міне мен эксперт айтатын. Жоқ, мен кәдімгі маманмын. Сол себептен қорықпай келе беріңдер болады. Оқимын десеңіз де оқуға көмектесемін. Жоқ, терапия керек десеңіз полностью ішіңізді бәрін ақтарып реттеп беремін. Жоқ, маған просто кеңес беріңіз десең, тоже келіңіз, без проблем. Европаға көп шығып қойдың ба дейді. Примерно түсініп тұрмын мына кісінің не айтқысы келіп тұрғанын. Бұл кісі анау бәрі харам, Европада бәрі жаман деп жүр ғой. Мен европейский психологияны не істеп тұрған жоқпын. Бұл кісі блокқа кете берсін. Бұл кісі түнде бүгін жақсы ұйықтасын, потому что қазір уайымдап кетуі мүмкін да. Неше жыл оқыдың дейді. Өмір бойы оқып жүрмін. Тағы да оқи түсейін деп жатырмын. Поэтому оқу, білім, қалай? Білім қалай? Құдықпен инемен қазғандай дей ма, сондай бір кішкентай кезімізде бір понятие бар еді ғой, білесіздер ма? Айтатын еді ғой апайлар. Қайталап жүріңдерші, сол болса, естерің болса. Аяла. Аяланы жазды. Поэтому все, что вы видите, это годы упорной работы, годы исследования, годы работы над своим же мышлением. Потому что простой адам, который хейт жазады, ауыр сөз айтады, мен құдай сақтасын, өзін возвышать, я никто, звать меня никак. Поэтому ол сөздердің бәрі маған әсер етпейді. Мен уже неше түрлі сөздер өзім адресіме тыңдап тастағанмын. Мені жаман деп президентке де апарып тастаған, поэтому мен уже көретін бәрін көріп тастадым. Соответственно, ешқандай эмоция ойнамайды. Не айтсаңыздар да маған бәрібір. Именно негатив айтатын болсаңыздар. А егер позитив айттым, тоже я рад за это. Но ешкім мен возвышать етіп жатқан жоқпын. Просто айтайын дедім, то что бұл білім просто так келген жоқ. Талай қадалып, талай көріп, көрмейтін бәрін көріп, бәрін жасап, сол осы какой-то бір этапқа жеткен адаммын да. Инстаграмда, аллаға шүкір, почти 70 000 подписчик. Өз күшімізбен, өзіміздің білімімізден жинаған, айтқан кезде подписчиктар. Сол үшін кім социальный сеть жүргізеді, кім эксперт, ол біледі, ол оңай тірлік емес. Попробуй каждый день рилс. Сделай так, чтобы твои рилсы, твои видео люди цепляли, чтобы люди смотрели, чтобы люди были довольны, чтобы каждый адам өзінің бір сұрақтарына бір іштей сұрақ жауап тауып алатын еді, да? Это очень сложно. А оны жасау үшін сен көп білім алу керексің, кітап оқу керексің. То есть менде қазір осы по-моему келесі жылға дейін кәдімгі үш төрт ближайший 10 жыл былай айтқан кезде менде былай білім жетіп тұр. Мен әлі оқуға түсейін деп жатырмын. Әлі де бакалавриат, әлі магистр бәріне түсейін деп жатырмын. Почему? Потому что білім керек. Білім болған соң менің компетенциям өседі. Менің айтқан кезде ой жүйем өседі. Соответственно, мен сіздерге көп білім бере аламын да.
только так работает. А так ол айтып жатқан көп заттарға сенбеңіздер. Так, Аяла, мен қазір сізбен жұмыс жасаймын, уайымдамаңыз. Өтініш, менің сұрағыма жауап беріңізші дейді. Всё, ренжімеңіздер. Менде қазір 22:00-де перезагрузка, 9:00 оқушылармен терапия. Олармен жұмыс жасаймын. Сол үшін максимально уақытты бөлдім, максимально сіздерге назарын бердім. Соответственно, үлкен рахмет. Кері байланысқа маған көп жаңағындай сұрақтар қойғаныңызға тоже көп адамдар тегін ғой, тегін беріп жатырмын ғой. Көп адам түсінген шығар өзінің проблемасы қайда екенін. Хотя бы түсінесіздер да, қайдан қалай шығып жатқанын. А егер кім менімен глубоко, глубинный жұмыс жасағыңыз келсе, номер тұр, шапка профильде номер тұр, инстаграмда да айттым. Любой уақытта жұмыс жасай бересіздер. Так, Жазира, сіз қатты кетіп баратсыз, Жазира. Сізді блокқа кетейік, потому что сіз өзіңіз сөйтіп жүре беріңіз, жарай ма? Мен сізге боқтамай ақ қояйын. Жазираны блокқа жіберейік. Видите, адамның намерениесі қандай. Өтірік тыңдап тұрды да, потом тык етіп ауыр сөз жазады да, бірақ бізге бәрібір. Әйелдің организмінде қандай өзгерістер болады? Айтып кеттім. Все, сау саламатты болыңыздар, аман болыңыздар. Намерение деген өте ауыр зат қой негізі. Адам сразу білдіріп қояды. Гинеколог емес, мен психосоматологпын. Мен адамның, врачтардың қойған диагнозымен жұмыс жасаймын. Понятно, да? Все, давайте сау болыңыздар. Ертең 8 бен 9-дың арасында тағы да эфирге кіруге тырысамын.